хабарлама келіп жатыр. Енді жазылды ма? Онда қайтан бастамыз. Құрметті әріптестер, біздің қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдіс, тәсіл, құрал атты кешегі семинар тренингіміздің жалғасы басталды деп хабарлаймыз. Кеше біздің семинар тренингімізге Америка Құрама Штаттарының ғалымдары қатысты. Сонымен бірге Шығыс Қазақстанның Жамбыл облысының ғалымдары, оқытушылары, мұғалімдері, тіпті балалар бақшасында қызмет істейтін қызметкерлер де қатысты. Баршаңызға ризалығымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, бұл бүгінгі тренингті ұйымдастырып отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Қазақстан Республикасындағы қазақ тілі мен әдебиетін оқытатын оқытушылардың халықаралық бірлестігі екендігін айтқымыз келеді. Бүгінгі біздің семинар тренингімізге қазір 30 шақты ғалым, 30 шақты мұғалім, оқытушылар қатысып отыр. Барлығыңызға сәттілік тілейміз. Бүгінгі бағдарлама бойынша бірінші сөз кезегін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторанты Әбдіқадыр Айнұр Зеренқан қызына береміз. Айнұр Зеренқан қызының тақырыбы орыс тілді топтарға қазақ тілін тиімді оқыту деп аталады. Айнұр ханым, сөз өзіңізде. Рахмет, Анар апай. Сәлеметсіздер ме, құрметті ғалымдар, құрметті оқытушы қауым, әріптестер. Сіздерді көргеніме, осындай семинарға қатысып отырғаныма қуанып отырмын. Бүгін енді семинар тренинг болғандықтан сіздерге бір теориядан гөрі практиканы көрсеткім келіп отыр. Арасында диалог түрінде жүріп жатса тіпті жақсы. Так, демонстрация экрана қазір. Егер байланыс жасап отырсаңыздар, слайдым көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Жақсы. Орыс тілді топтарға қазақ тілін тиімді оқыту, тіл үйренушілердің оқылым дағдысын дамыту. Өзіміз білеміз, бұл ең қиын дағдылардың бірі. Өйткені бала оқиды, бірақ ол тек орыс тілді топтарда ғана емес. Бала оқиды, бірақ оқығанын түсінбейді, мазмұндай алмайды, оның идеясын айта алмай жатады. Жалпы аударма кезінде бір қиындықтар туындап жатады, өйткені біздің өзіміздің тілімізде өте бай, шұрайлы, синонимдер көп кетеді. Сол кезде бір қиындықтар туындап жатады. Келесі, бүгінгі мен өзімнің тақырыбымды, тренингімді Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен бастағым келеді. Жақсы мұғалім деген атқа түрлі әдістерді меңгеріп, соларды оқытуда қолдана білу арқылы ғана жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда өзі қажет әдісті тауып пайдалана білу керек. Шынымен де солай, әдіс тәсілдер өте көп, сырттан келген өзіміздің төл әдіс тәсілдеріміз бар. Ахмет Байтұрсыновтың, Құдайберген Жұбановтың жасап кеткен педагогикада үлкен іздері бар, қалған. Бірақ және де бізде сырттан келген әдіс тәсілдер бар. Арасында енді біздің ұстаздарымыз, шебер ұстаздарымыз соны бір комбинация жасап, мульти әдіс тәсілдер жасап жатады. Солай ғой. Өйткені баланың, аудиторияның өзінің сұранысына байланысты. Кейде болады бір жоспарыңды жеп, тауысып, майын, жілігін шағып, майын ішіп жатады. Ал кейбір аудиторияға келген кезде сол жоспарың кейде жүрмейді, жүзеге аспайды. Сол кезде сіздің ойлап әдіс тәсілдеріңіз бір сурет, ой толғау дейді ғой, оймен бөлісе отырыңыздар, ассоциативті түрде қандай ой әкеледі. Сіздерден кері байланыс күтемін. Жалпы бұл не өздеріңіз?
өзіміздің тіл үйретуде, сабақ оқытуда көптеген осындай бір проблемаларға келеміз біз. Бала неге сөйлемейді, қанша жыл оқып келді, неге сөйлемейді, ортада бар деп жатамыз. Неге? Бұл қалай ойлайсыздар? Бұл негізі бізде психологиялық тосқауыл, психологический барьер дейді ғой, психологиялық тосқауыл. Бала біледі, сөйлемейді, бірақ оқытып жатырмын, беріп жатырмын, неге сөйлемейді деген бір сұрақ туындап жатады. Иә, бұл тек қана балада ғана емес, бұл ересектердің арасында да бар болған бір проблема. Мысалы, сіздерге мынандай бір тапсырма, өздеріңіз іштей оқысаңыздар да болады. Мына мәтінді оқып көріңіздерші. Бұл әдісті маған бір Абылайхан атындағы университеттің бір оқытушысы көрсетіп еді. Оқысаңыздар түсінбейсіздер, дұрыс қой, иә? Ағылшын тілінде жазылған, әйтеуір сөз жазылған, әріп танимын, оқимын, дегенмен түсінбеймін деген нәрсе бар. Қандай да бір проблемаларға туындайсыз, сөйлегіңіз келмейді, отырғыңыз келмейді, ол адаммен қарым-қатынас жасағыңыз келмей тұрады, иә? Өйткені сіз оны түсінбейсіз. Физиологиялық тұрғыдан да, анатомиялық тұрғыдан да сізде бір тосқауылдар пайда болып жатады. Расында да солай. Дәл солай біздің балаларда да сондай болады. Енді менің алдыма студенттер келеді, бірінші бір 17-18 жастағы студенттер келеді, одан кейін ары қарай осы ересек балалардың мысалы алдымда отырып кейбір мәтінді оқып бере алмай жатады, немесе оқып береді, не айтылғаны, қандай ой айтылғанын түсіндіре алмай жатқан күндер болады. Бұл енді өте қиын, маған да қиын, алдымда отырған студентке де қиын, өкінішке орай. Демек, ол балада әлі де сол психологиялық тосқауыл бар. Мүмкін оны қабылдамауы шығар, білмеймін, мүмкін ол сол тосқауыл шығар, әйтеуір сондай бір проблемаларға кезігіп жатамыз. Кейбір студенттер агрессиясын танытып жатады, сіздерде де болған шығар ондай. Енді сіздердің алдарыңызда мүмкін балалар, ондай қиындықтар көп болмайтын шығар. Келесі, мына суретте бізде сана және бейсана, жалпы тіл үйренудегі процестердің бірі. Кішкентай бала өзінің ана тілін үйренген кезде ол бейсаналық түрде үйренеді екен тілді, қабылдайды. Оған біз ешқандай бір тоқталып, мән беріп, тіл үйретіп жатпаймыз. Ол бала мүмкін қателеседі, сөйлейді, бірақ оның арасында біз дұрыс сөйлеп түзетіп жатамыз өзімізде, иә, бірақ сен былай дұрыс айтпадың, мысалы бір сөзді. Менің өзімнің бір практикамда болған, өмірімде болған жағдай, кешеде бөлісіп жаттым. Мысалы, менің қызым сөйлей бастаған кезде сәйкөкөк деген сөзді бір шығарып алды. Сәйкөкөк. Ол не сөз, түсінбеймін, сәйкөкөк дейді. Сондағысы ол орыс тіліндегі сосиски деген сөз екен. Сосиски. Бірақ мен оны сәйкөкөк дейді да, соны мен сұраймын, Амина, не деп тұрсың, түсінбедім десем, сәйкөкөк дейді, көрсетеді маған, затты көрсетеді. Соны, сосиски ме деп күлемін мен де. Сонымен ол бала бейсана түрде сол затты көрсете отырып түсіндірді, мен де оны деп мақұлдап тұрып, сосиски деп оған бір сондай бір ілтипатпенен түзетуге тырыстым. Бірақ мына сөзің сенің дұрыс емес деп түзеткенім жоқ. Сол сияқты сіздерде де сондай бір үрдіс бар шығар деп ойлаймын. Я, тоқтатып қойып, кейде болады, сенің сөзің мынау дұрыс емес, қайталап айт деген сөздер болады. Ол кезде бала тіпті жабылып, басылып қалады. Алдыма келген студентім менің, мысалы, мен кәдімгідей бір шыны керек бір 3-4 апта ол баламенен психологиялық тұрғыда жұмыс жасауға тура келіп жатады. Өйткені ол сөйлемейді, жазбайды, тақтаға тұрып келмейді, бірақ ересек бала. Қазіргі таңда ол сөйлеу керек деген. Сонымен бір ой туындайды. 11 жыл бойы қазақ тілін үйренбеген бе, әлде Марстан келген бе, басқа планетадан келген бе деген бір қиналып мен де кетемін. Ал бүгінгі жалғасымыз біздің мәтін. Мәтін тілді оқытудағы негізгі құрал. Оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу арқылы жүзеге асады. Және де ол сөздік қорын байытады, еркін сөйлеуге, еркін ойлануға, ойын ашық айтуға үйретеді. Сіздерден бір сұрақ, егерде жауап беріп жатсаңыздар, чатқа жазсаңыздар болады. Мәтін оқытуда қандай қиындықтарға тап боласыздар? Қандай қиындықтармен жұмыс жасайсыздар? Чатқа жазып отырсаңыздар болады. Және мәтін қазақ
тілін оқыту барысындағы үлкен орын алатын оқыту нысаны ол сіз оқыту барысында сіз материал дайындайсыз, сол мәтінді әр топқа лайықты бейімдейсіз міндетті түрде, иә, оны саралайсыз, бұл оның дүниетанымына келе ме, келмей ме, тек қана сіз мысалы бір бағдарламамен ғана жүрмейсіз ғой, сол бағдарламаның көлеміндегі мәтінді сіз өзіңіз басқа жерден іздеп табасыз. Ол алдыңызда отырған, мүмкін аралас отырған балалардың ішіндегі қара көзге дәл діттейтін осы ұлттық кодты, сананы оятатын бір мәтін болуы мүмкін. Иә, сіз оны қасына келіп, мен сенің ұлттық кодыңды оятайын деп тұрмын деп айтпайсыз ғой. Сіз сол мәтін арқылы өзіңіздің сөйлеу сөзіңізден, мәнеріңізден, қосқан мақал мәтелдеріңізден сіз сол балаға бір іштей бір сіз онымен байланысқа шығасыз, қарым-қатынасқа, коммуникацияға түсесіз. Сол кезде сол мәтін таңдау үлкен бір маңызды рөл атқарады. Және ол мысалы алдыңызда отырған басқа өзге ұлттың баласы болса, соның деңгейіне қарай лайықтайсыз. Жалпы деңгейлеп оқыту деген болған, иә, қазіргі таңда өкінішке орай оны алып тастады, баланың бөліп жармаймыз дейді, бірақ негізі сол деңгейлеп оқыту деген нәрсе жақсы жақсы болатын. Ал жалпы мәтінді оқыту барысында біз әртүрлі жан-жақты әдіс тәсілдерді қолданамыз. Мысалы, ол топтық, жұптық, жеке жұмыс түрлері, тақырыптар бойынша тілдік және мәтіндік талдау, сыни тұрғыдан ойлануға байланысты жағдаяттық тапсырмалар, шығармашылық тапсырмалар беріледі. Оқушылардың өзіндік ізденісін де арттыруға мүмкіндік туады. Осылардың ішіндегі сіздер әрбір элементтерін пайдаланасыз. Мәлім, белгілі бір ресурстар арқылы бір пайдаланатын шығарсыздар, оны ашуыңыз да бір үлкен бір шеберлік. Мәтінмен жұмыс орындау барысында біз әңгіме, дәріс, диалогтық, оқу-өнегілік, танымдық зерттеушілік, сюжеттік деректерді пайдаланамыз. Оның ішінде презентациясы бар, фильмдер бар, кеспе қағаздар бар, әртүрлі бір қосымша материалдарды біз баланың алдына әкелеміз. Ал практикалық жаттығулар кезінде, мысалы, тапсырмаларды, оларды бір графикалық түрде көрсету, визуализациялық түрде көрсету, бұл оқытушының және білім алушының репродуктивті проблемалық ізденушілік қасиеті пайда болады, иә? Және ол алып келген кеспе қағазыңыз міндетті түрде ол баланың сыни тұрғыдан ойлау стратегиясын дамыту керек. Өйткені біз қазіргі таңда біздің болашақ ұрпақ, біздің қазіргі балаларымыз бұл болашақта ел басқара алатын, атқа мінер мықты азаматтардың бірі болу керек, иә? Бірақ осы жерде тағы да бізде, мысалы, біздің университетте бір керемет сабақ өткізеді, ұлттық код деген. Бұл жерде өзіңізде бір осыған байланысты бір тапсырмалар беріп, сол баланың ұлттық кодын ояту, дінін ояту деген сияқты тапсырмаларға да бір мән берсеңіздер деген ұсыныс бар. Өйткені ол мықты. Мысалы, өздеріңізге бір мысал болсын, иә? Менің алдыма келетін балалар бұл анимация режиссерлері, кітап графикасының баспагерлер, иә? Графикалық дизайн. Сондағы балалар, мысалы, салған суреттерін байқасақ, басқа. Бұл кәріске еліктеушілік, жапонға еліктеушілік болып кетеді, орысқа еліктеушілік болып кетеді. Сол баладағы сол ұлттық код әлі оянбаған. Бар ол, бірақ оянбаған. Соны ояту бір үлкен қазір алдымызда бір проблема. Келесі, білім алушылардан мынадай нәтижелер күтуге болады, иә, мәтінге қатысты. Ол мәтінге қатысты құрылымдық сипаттарды, ерекшеліктерді және лингвистикалық терминдерді меңгереді. Мәтін туралы түрлері мен шығармашылық жұмыстардың түрлерін ажырата алады, құрылымдық ерекшелігіне сәйкес қолдана біледі. Демек, сіз тек қана бұл мәтінді оқытып қана қоймайсыз, оның лексикалық базасын байтасыз, оның сіз ойлау қабілетін тағы да
оята бастайсыз, оның құрылымдық ерекшелігіне мән бергізесіз деген сияқты. Бұл жерде енді сол функционалдық грамматика кетеді практикалық түрде. Демек, оның ішінде сіз тек судыратып бір әріптерді ғана оқи салмайды, онымен өздеріңіздің тәжірибелеріңізде де бар мұндай қалай жұмыс істеу керек екен. Білім алушылардан мынандай нәтижелер күтуге болады. Түрлі жанрдағы, тақырыптағы, типтегі мәтіндердің мазмұнын түсінеді және түсіндіреді, салыстырады, түрлендіре біледі. Мәтіннің жасырын мағынасын және мәтінге енгізілген көркем бейне құралдар сөздердің мағыналық топтарының мәнін анықтай алады, оқудың түрлі стратегияларын пайдаланады, және оны іштей іріктей алады, өзіне қажетін қабылдайды деген сияқты. Шығармашылық жұмыстарды жанрлық және стилистика ерекшеліктеріне сәйкес орындай алады. Енді жалпы мәтінді игертудегі бір пайдалы онлайн құралдар бар. Кеше де өткен, мысалы, біздің Бауыржан әріптесіміз біраз онлайн ресурстармен бөлісті. Мысалы, сіздерге де тағы да бір онлайн ресурстар бар. Бұл Captivoice дейді. Captivoice бұл даусыңызды жазып алу. Бұл аудио мәтінді жазу үшін қажет. Кейде болады, біздің даусымыз жетпей жатады, соны өңдеудегі бір таптырмас құралдың бірі. Немесе сіз оны балаға оқытып, ертең сен осы мәтін бойынша аудио дайындап кел деп берсеңіз, ол бала соны оқиды, аудиоға жазады, бірақ ол өзінің даусынан ұялады. Осы кезде Captivoice сол дауысты өңдейді. Неше түрлі өңдейді. Бұл жақсы құрал. Содан кейін бұлардың бәрін сіздерге жібереміз, өздеріңіз ақырындап қарап шығасыздар. Мысалы, мына жердегі маған ұнайтыны Storyboard деген бар. Storyboard бұл мәтінді, мысалы, жазасыз, мәтін бойынша сіздерге сурет салып береді. Немесе сурет бересіз, сурет арқылы сізге мәтін жазып береді деген сияқты. Бұл жасанды интеллекттің бірі, жасанды интеллекттің құралдарының бірі. Бірақ өкінішке орай бұлардың бәрі ағылшын тілінде, бірақ несі бар ғой, функциясы бар ғой, перевести деген. Соны басып отырсаңыздар, бәрі түсінікті болып отырады. Және бұл кейде болады, бұл Storyboardпенен мынандай жұмысты жасауға болады. Сіз мәтінді қазақ тілінде оқытасыз, одан кейін оны міндетті түрде аударамыз, егер ол орыс тілді аудитория болса. Аударсақ, ол бала жазып отырады, мысалы, өйткені ол өзіне керек. Сол орыс тіліндегісін ол, мысалы, сол Storyboardке қоя алады, енгізе алады. Содан кейін ол сурет шығарып береді, басқа да деген сияқты жұмыстар жасауға болады. Және бұл жерде кешегі тильда, басқа да PeerDesk деген бұл тақталардың түрлері, Neopod деген бұл да тақталардың түрлері. Бұл сізге бір интеграция жұмыс жасауға өте керемет тақталардың бірі. Padlet, мысалы, сіз ортақ жұмыс жасай аласыз. Бір тапсырма бересіз де, сілтемені беріп қойсаңыз, балалар шетінен өздерінің бір топтық жұмыстарын сала алады. Сол мәтінге қатысты, жалпы мәтін болмаса да басқа да әдіс тәсілдерді қосып пайдалануға болады. Сол кезде бұл тақталар жақсы бір құралдардың бірі. Мәтінмен жұмыс жасау кезеңдері. Білеміз, мәтін оқытпас бұрын, мәтін алды бар бізде. Мәтін алды тапсырмалар бұл тіл үйренушілердің тілдік интуициясын дамыту үшін бірнеше тапсырмаларды орындатуға болады. Мысалы, суреттермен жұмыс, алдын ала бір сурет, бағана Storyboardпенен сурет жасап алсаңыз, қалай ойлайсыздар, қандай тақырыпта сөз қозғалады деген сияқты бір өздеріне бір ой салатын тапсырмаларды беруге болады. Және жай ғана жағдайды логикалық түрде елестетіп көрсін деп сұрақтарды қоюға болады. Тақырып бойынша сұрақтар қоямыз, ақырында баланы жетектейміз, ол кезде баланың сөздік қоры пайда болады, немесе сол тақырыпқа қатысты бір тірек сөздің бір сөзін алып, ассоциативті түрде ойларыңызды айтыңыздар деп, бұл сыни тұрғыдан ойлауға керемет әдістің бірі, өйткені ол бала ассоциативті түрде айтады. Жаттанды, мысалы, театр деген сөзге ол жаттанды айтылады, музыка, хореография деген сөз. Ал бірақ ол баланың өзінде қандай ойлар туындайды, қандай эмоция пайда болады,
соны айтуға болады. Мысалы, театр десе, алғашқы барған бір күнін айтатын шығар, қараша деп айтатын шығар, қараша айы. Сол кезде сіз неге деп сұрайсыз, неге қараша айы деп сұрайсыз. Сонда бала ол қызығушылық танытып, ол өзінің басында өткен жағдайын айту үшін сол психологиялық барьерді, тосқауылды басады, ақырындап сөйлей бастайды. Өйткені оған қызық, ол бейсанада сіз оны оятасыз да ол сұрақтарға жауап беруге тырысып жатады. Ары қарай жаңағы мәтін алды тапсырмалар дегенімізде мен көбіне өзім WordWall сайтындағы құралдармен пайдаланам. Соның ішінде мысалы мен алдын ала мәтінді зерттеймін, бұл бала осы сөздерді біледі немесе білмейді деген сияқты сөздерді жазып, мынандай анаграмма түрінде беремін, алдын ала беріп қоямын. Бергеннен кейін ол балалар міндетті түрде сөздерді табады, жазады, аударады деген сияқты. Одан кейін сұраймын, қандай сөздер болды, қандай сөздерді таптыңдар деген кезде осындай қалай ойлайсыздар, бұл тірек сөздермен қандай тақырып болуы мүмкін, қандай мәтін болуы мүмкін деген сияқты сұрақтар қойылады. Және бұл жерде енді мына көт тышқанды өлтіру деген бар, енді ұру деген. Бұл енді балаларға жақсы, өйткені бұл қайталана береді цикл түрде қайталана береді. Бала оқысын оқымасын сол сөзді жаттап алады. Сол сөзді жаттап алып, соған бір жақсы анда-санда беріп тұрам. Бұл енді мәтінді оқып болғаннан кейін кейде беруге болады. Мысалы, мәтінді оқып болып, арасында мәтіннен кездесетін сөздерді табыңыз деймін да, осы ойынды беріп қоямын. Сол кезде балалар қайта-қайта сол өзінің зейінін қойып тауып отырады. Немесе мәтін оқытуда, мәтінді оқытып болып, сұрақ қою барысында кейде бала болады, байланысқа шықпайды, өзінің табиғаты сондай, мүмкін ол сөйлегісі келмейді, бірақ сіз осы ойынды келесі, мысалы, лабиринт ойынын берсеңіз, мысалы ретінде, сұрақ қою арқылы, мәтіндегі, мысалы, Керқұла атты Кендебай, мысалы, ертегісіндегі Керқұла дегеніміз кім деп, мысалы, осындай деген сұрақтарды қойып отырып, олар іздеп отырып ойын ойнайды. Bir жағынан ойын, bir жағынан бір сабақты есте қалдыру мақсатында берілетін тапсырмалардың бірі. Мәтінмен жұмыс жасау кезеңдері, мәтін оқу, бұл мәтінді оқытуда өзіңіз таңдап аласыз, жаңағыдай айтқандай, мүмкін ол сіз абзацтарға оқытасыз ба, мүмкін сіз бір балаға оқытасыз ба оны, мүмкін сіз оқып бересіз бе деген сияқты өзіңіздің бір таңдауыңыз болады. Немесе сол әрбір абзацты оқыта отырып, оны не түсіндің деп. Мендегі бір балалармен пайдаланатын бір әдіс, енді олар студент, оларға сол көмек болсын деп, мен дәптер арнайды сол қазақ тілден, мысалы, дәптердің шетінен 5 сантиметр орын қалдырам. Сол кезде олар мәтінді оқып отырып, сол шетіне, дәптердің шетіне бір тірек сөздерін жазып алып отырады, сұрақ қойып отырады, қандай ой туындайды, соның бәрін жазып алып отырады. Біреу сурет салып отырады, болсын, салсын. Мен ешқандай қарсылығым жоқ, өйткені ол сөйтіп қабылдайды. Қабылдау әртүрлі процесте жүреді. Осындай бір мәтінді оқытқан кезде балаға бір творчестволық мүмкіндік беру керек, шығармашылық мүмкіндік беру, еркіндік беру керек. Ол мүмкін сізге сұрақ қою мүмкін. Ол бір мына сөзді мен түсінбедім, мысалы, бір сөз жасандық сөздер болады, мысалы, ол фразеологизм болуы мүмкін, ол тұрақты тіркес болуы мүмкін. Сол кезде менің бір балам бір ит өлген жер деген сөзді қашықтықты үйреткен кезде, ит өлген жер деген сөзді дәптердің шетіне иттер өліп көміліп жатқан жерді суретін салып қойған ғой. Маған қызық болды, сонда мынау не десем, бағана ит өлген жерді сөзбе-сөз аударған. Одан кейін ол балаға мен түсіндіре бастадым. Бұл қандай мағынада, бұл қашықтықты білдіреді, иттің концептісі, ит қазақ үшін қандай, иттің және қасиеті қандай деген нәрселерді қосымша ақпарат беріліп отырады. Бұл да бір қазақ халқымен таныстыру, дәстүрімен таныстыру деген сияқты арасында осындай процестерді жүргізіп отыру керек деп ойлаймын, менің ойымша. Келесі бізде таптырмас бір құралдың бірі барабук
деген құрал бұл карталарды дайындау, карточка дейді ғой, карточкаларды дайындаймыз. Ол сөздік қорға байланысты болуы мүмкін, ол бір суреттермен жұмыс жасауға қажет бола ма екен. Жалпы мен өзімде пайдаланамын. Мысалы, ағылшын тілін үйренген кезде осы сөздерді дайындап аламын. Және де ол бүйтіп автобуста кетіп бара жатқанда, көлікте бір кетіп бара жатқанда қарап отырамын, сонда анау жатталып отырады. Сіздерде сондай бір дайындап берсеңіздер, бала оны, телефон берсеңіз, бала қуанады. Сол кезде соны бекер отырмай, осыны шұқылап отыр деген сияқты бір әңгіме айтып отырсаңыздар да болады. Мысалы, Барабук бұл ресейліктердің жасаған сайты. Компьютерде, ноутбугыңызда, компьютерде жасап аласыз бұл карталарды, одан кейін оны телефонға, ары қарай телефонмен байланыстыруға болады. Және сол жасап қойған карталарыңыздың сілтемесін берсеңіз, ол бала өзіне алады да тіркеуден тіркеледі, оған кәдімгідей өзінің бір процестерінен өтеді, содан барып ол карта сөздерін жаттап отырады. Бүгінгі тақырыптың сөзін алдын ала дайындап қоясыз, сөздік қорын, және оны кейін сабақ біткеннен кейін сілтеме жібердің балалар, қарап жаттап отырыңдар, келесі сабақта сөздік диктант аламын деген сияқты нәрселерді айта отырасыздар. Бұл да бір жақсы сайттың бірі. Жақсы. Тапсырмалар. Енді менде осы тренингтің барысында айтып отырмын, қандай тапсырмалар өзім қолданам. Мәтінді оқытып болғаннан кейінгі жұмыста, мысалы, дұрыс қате деген бар, иә? Тест ретінде алуға болады, өздеріңіз де оны жақсы пайдаланатын шығарсыздар. Мәтінді мазмұнына қарай ретімен орналастырыңыз. Кейде болады, мен бір мәтінді мынандай қағазға шығарып аламын да, соны үйде бүйтіп кесіп тастаймын да, бірінші оқытып аламын бұл мәтінді түпнұсқада, оқытып алғаннан кейін кесіп ана балалардың алдарына 2 топқа бөліп тастаймын. Мәтін ұқсас болу керек 2 топта, мазмұнына қарай. Содан кейін ана балалар бүйтіп абзацтарына қарай, мағынасына қарай келістіру керек. Сонда ана пазл дейді ғой, пазл ретінде. Кейде болады, балалар қолданады, ана мен кескен жерімді, қисық болған жерлерімді келістіруге тырысады. Ондай да болады. Кейде болады, логикалық түрде қояды. Кейде арасында болады, енді мықтылар болады, арасында сұрақ қойып отырып, байланыстырып отырады. Ол да бір жақсы бір әдіс. Сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Сұрақтардың түрінде көп қой, ашық сұрақ, жауапты талап етпейтін сұрақ деген сияқты сұрақ қою арқылы мәтіннің мазмұнын ашуға болады. Және кейде мен студенттеріме айтам, жоспар емес, мен айтам, мысалы, мәтінді оқисыздар, өздеріңіз үшін аударасыздар, білмейтін сөздеріңізді үйге беретін тапсырма, иә? Білмейтін сөздеріңізді түртіп алыңыздар, сөздік жасаңыздар деймін. Келесі сабақта осы мәтінге қатысты сұрақтар дайындап келіңіздер, және осы сұрақтар арқылы сіздер бір-бірлеріңізбен пікір алмасып, оның мазмұнын ашуға болады. Және әрине жоспар құрыңыз деуге де болады, иә? Мазмұнын өз сөзіңізбен айтып көріңіз дейді, перефраз жасап көріңіз дейді. Бұл да балаға ертең мақала жазса да, бір жобаға қатысса да өте пайдалы бір әдіс, тәсілдің бірі. Ой қосыңыз дейді. Осы мәтінге қатысты, тақырыпқа қатысты өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Мүмкін сіз тағы да бір ақпарат білетін шығарсыз. Мүмкін оқып келдіңіз ба деген сияқты. Баланы тыңдау білу керек, және оны тыңдата білу керек қой. Оны менен де жақсы білесіздер. Талқылаңыздар дейді. Бұлда да топтық жұмыс болуы мүмкін. Айландыра отырып, жигсо тәсілін пайдалана отырып, араласып отырып, бір мәтінді екінші топқа түсіндіріп, екінші топ бірінші топқа түсіндіру арқылы жұмыстар жасалынады. Сөздікпен жұмыс, жаңағыдай айтқанымдай, Барабук сайтында жұмыс жасауға болады. Интеллект карта құруға болады. Бұл визуализацияның бірі. Кейбір балалар болады, оқығанын оқиды, бірақ оны конспект жазғысы келмейді, немесе оны бір суретін салып отырады, және немесе интеллект карталар. Интеллект карталарды Мирода жасауға болады. Неше түрлі интеллект карта десеңіз, сайттан шығады. Ол оның жылы болуы мүмкін. Ол біздің кластер ғой, кластер. Сол интеллект дайын сайттарда бар интеллект карта. Постер, кластер құрастыруға болады. Сөздік қорды дамыту үшін де бұл жақсы. Мысалы, ассоциативті. Бір мәтінді оқыдың,
мәтінге ассоциативті ой айтыңыз дейді. Болады айтуға, жасауға болады, онымен де жұмыс жасауға болады. Енді классикалық түрде мәтінге атау беру, мәтін бөліктеріне атау беру, яғни жоспар құру, иә. Мәтінге еш қатысы жоқ үш сөйлемді табу деген тапсырма беруге болады. Мысалы, тест түрінде немесе бір сөйлем беруге, сөздерді немесе абзацтарды қалпына келтіру, жаңағы кесіп беру, пазл ойнату деген сияқты. Сөздер мен суреттерді сәйкестендіру, ол да болады. Дұрыс нұсқасын таңдау, сөйлем бөліктерін сәйкестендіру. Бұл жұмыстар. Ал келесі бұл жерде сұрақ белгісі әдісі. Сұрақ белгісі әдісі төрт сұрақ және қорытынды. Кім, қашан, неге, қайда. Және қорытынды. Өзіңіздің айтатындарыңыз. Хат жазу әдісі бір-біріне қарсы SMS пен телефонмен отырады, болады. Мәтіннің аудиосын тыңдап, суретін схема түрінде салу. Сурет салғызыңыздар, мәтінді оқытып алып. Ары қарай бұл менің енді практикамдағы болған балаларымның жұмыстары. Алдар көсе ертегісі, мәтін оқиды, ертегі оқылады, талданады, және де ассоциативті түрде қай жері оған ұнады деген жерлері суретке салады. Жылан ене ертегісі балалардың. Бұл Абайдың қара сөздері, Хакім Абайдың қара сөздері. 24-ші қара сөз, білсеңіздер, 20. Бұл балалардың өздерінің бір фантазиясына қарай. Келесі 32-ші қара сөз, бұл тіпті ұнады маған, бұл Маргарита деген қыздың жұмысы, орыс қыз. Қазіргі креативті түрде байланыстырған түрі, мен бір ойын ойнайын дейді, солдағы кейіпкер мына суретпен үндес дейді, және Абайдың сол 32-ші сөз қара сөзімен үндес деп келді ғой өзі. Сонда Хакім Абайдың сөзі сол кезде өзекті болды, бүгін де өзекті деп өзі қорытынды шығарды. Келесі 7-ші және 19-ші қара сөздер. Бұлда басында мен шошқаның торайдың суретін көріп есім шықты, бұл сонда қалай деген кезде, сонда өзіңіз білесіз 19-ші қара сөзде болды. Сөзім сізге сөз айтқанша, одан да сол шошқаға бағып жүрген шошқаға сөз айтайын деген бөлігін алып соған сурет салған. Бұл 45-ші қара сөз. Жалпы бұл 45-ші қара сөзде мен жұптық жұмыс бердім. Жұптық жұмыста сіздер білесіздер, бұл жерде Құдай туралы айтылады, және оны қалай қабылдайтынымыз туралы, аралас аудитория болғандықтан мен әдейі бердім бұл тапсырманы, өйткені бұл ізденетін тапсырма. Енді біз білеміз, ислам дінінде пайғамбардың, Құдайдың суретін салмаймыз біз, және онда да қалай шығады. Ол тек қана сурет салған жоқ, ол тек қана оқыған жоқ, оны жан-жақтан қарастырды, теологиялық жағынан да қарастырды, және оның ділі, діні, менталитет бәрін қарастырып, осындай бір тапсырма орындап келген. Келесі, маған тездет деп жатыр, кешірім сұраймын. Дизайн ойлау тарау, бұл дизайн ойлау, дизайн мышление деген бар. Жаңа бір сәнді бір үрдістің бірі, барлық салаларда қолданады. Соның ішінде мен қазақ тілінде алдым. Бұл тарауды қорытындылауға арналған әдіс. Мысалы, сіздер БЖБ, ТЖБ жазғансыздар, бірақ оның алдында да бір коллоквиум сияқты бір тапсырмалар беретін шығарсыздар, тапсырма, бір тарауды аяқтау үшін, немесе бір тақырыпты грамматикалық тапсырма беру үшін. Мен балаларға бұны рубежка кезінде берем, аралық бақылау кезінде берем. Алдын ала тапсырма беріледі, дайындалады, студенттерге айтылады. Студенттеріме бұлай айтам: мына тақырып сенікі деп бөліп тастағаннан кейін міндетті түрде оны әдемі кеспе қағаздарға жасап, әртүрлі қылып, өзіңнің бір дизайныңменен, өзіңнің бір керемет ойыңменен жасап бер. Ол 4 тапсырмадан немесе 5 тапсырмадан болуы мүмкін. Ол грамматикалық тапсырма болады, ол мәтін талдау болуы мүмкін, ол лексикалық тапсырмалар болуы мүмкін, ол сөздік қор деген сияқты, болуы мүмкін. Осыған қатысты 5 тапсырма дайындайды, соны кеспе қағазды 5 кеспе қағазы болады, алдын ала маған жіберіледі, ол тексеріледі деген сияқты. Одан кейін бір-біріне көрсетпейсіңдер деп айтып қоямын. Одан кейін ол балалар аралық бақылау кезінде міндетті түрде отырады, бір-бірімен алмасады. Бір-бірімен алмасқан кезде ол балада стресс болмайды.
мысалы бүгін бақылау десек, бала қалтырап бірдеп білгенін ұмытып сөйтіп кетеді. Ал мынандай әдемі қағаздарды алған кезде және оны басқа бала алды деген кезде, басқа бала жазды ғой десе, ол басқа жағдайда болады. Ойнап күліп жасайтын дүние болады. Бұл да бізде қазіргі таңда стресстің қажеті жоқ. Сол себепті осындай бір әдіс тәсілді өзім ойлап тапқаным. Және де мен кіммін, бұл не ойыны мәтінмен жұмыста жақсы құралдың бірі. Мәтінді оқытасыз, ертегі болсын, бір шығарма болсын, ол тек қана орыс тілді аудиторияда ғана емес, қазақ тілді аудиторияда, әдебиетті оқытқан кезде де, мысалы бір кейіпкерді суреттеу кезінде балалардың алдына карта дайындайсыз, балалардың басына кигізесіз, ол бала сол кейіпкерді бейнелейді, мен адаммын ба, мен қандай, мен данышпанмын ба деп, сол кейіпкерді бейнелей отырып өзі де табады. Ал кеттік мысалдар, мінекей балалар кластердің жасауы, оны білесіздер. Және бұл жерде бұл мәтінді оқытып және рөлдерге бөліп ойнату процесі, театрландыру. Бұлар енді тіпті сөйлемейтін балалар, өйткені көбіне сурет салатын балалар, соларды сөйлету мақсатында осындай тапсырма беріледі. Мәтін ішінен Марлен деген балам ребус жасады, мәтін ішінен бір ойды айтты, бір мақал болды ма екен, сондай нәрселер болды. Жаңағы осы кеспе қағаздар бір-бірімен алмасып жұмыс жасап отырған кездері, жалпы менің айтарым осы, қорытындылай келе, балаларға, өзімізге және балаларға бір жақсы мүмкіндік тудыратындай сабақ өту керек деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоя жатарсыздар. Соңында сіздермен байланысқа шыққаныма қуаныштымын. Анар апай, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айнұр Зеренханқызы. Өзіңіздің күнделікті іс тәжірибеңізде болатын әдіс тәсілдер жөнінде жақсы ойларыңызбен бөлістіңіз. Әсіресе соңғы жағындағы сұрақ қою арқылы басқа да әдістерді, суретшілерді көңіліне қазақ тілі туралы, оның ұлттық құндылықтар туралы сіңіре білгеніңіз біз үшін өте құнды және бағалы деп есептейміз. Сіз көп рахмет. Алдыда шығармашылық табыстар тілегіміз келеді. Құрметті әріптестер, келесі сөз кезегін Түймебекова Әлия Әбзелбекқызына береміз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторанты. Бүгінгі тақырып ертегілердегі қазақы дүниетаным негіздерін таныту және оқыту деп аталыпты. Әлия Әбзелбекқызы, сөз өзіңізде. Рахмет, Анар апай. Амансыздар ма, құрметті семинар тренингке қатысушы ғалым ұстаздар, мектеп мұғалімдері және әріптестер. Бүгінгі тақырып бойынша айтатын болсақ, кешелі бері сөз қозғалып жатқан мектепте білім берудегі балаларға қайтсек жақсы білім береміз, оларды жеке тұлға етіп қалыптастырамыз деген мәселе сөз болып жатыр. Соның ішінде әсіресе балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ертегілерді қалай оқытамыз, ертегілердің балабақшада, мектепте ертегілерді қалай оқытып жүрміз, олардың таным түсіндігінде ол ертегілер қандай рөл атқарып жатыр деген мәселе жөнінде айтпақшымын. Бір жағынан балалар үшін мәлімет, екінші жағынан ұстаздар сіздерге де қосымша мәліметтер айтқым келеді. Сонау қазір айтып жатқан, Айнұр әріптесіміз айтып жатқан сонау қазіргі күнгі зерттеулерді қарап отырмыз. Менің өзім зерттеулерімді қарап ой тұжырым жасап отырмын. Сонау 19 ғасырдағы Ыбырай Алтынсариннің өзі жаңадан алғаш рет мектеп ашып, ол мектебіне оқу құралдарын әзірлеп, ол мектептің ұстаз кадрларын іріктеп жүрген кезінде көп деген іс-шаралар жасаған екен. Сол іс-шараларының біреуі ол кісі айтады, жаңа хат жазу әдісі деген әдістер, ол әдістің өзін сол 19 ғасырда қолданып бұл кісі. Балаларға үйіне хат жазғызып, небәрі 3 айдың ішінде ол кісі оқу сауаттылығын барлығын іске асырып, балалардың сөйлеп жазып кеткендігі туралы айтқан. 3 айдың ішінде балалар жаңа хат жазып, әке-шешелеріне арнай алатын болған. Сол хаттардың біреуінде олар жаңағы әке-шешелеріне жаңағы киіз үйдің суық екендігін, жаңағы ағаш үйге көшу, жаңағы жылы үйге көшу туралы
өтініш тілектерін айтқан хаттар екен. Бір жағынан бұл енді 19 ғасырдағы отырықшылдандыру саясаты кезіндегі мәселе де болуы мүмкін, бірақ та бұл хаттардың жазылған дәлел. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсариннің айтып отырған біздің қазіргі күнге дейін өзектілігі болып отқан 20 ғасырда да жаңағы ғылым, өндіріс, білім деген үш тағанды білім беру жүйесі болса, қазіргі күні 21 ғасырда енді мәдениет, тарих, білім мәселесі алға қойылып отыр. Мәдениет дегенімізде енді осы біздің бүкіл рухани мәдениетіміз, рухани дүниеміз, соның ішінде әсіресе ауыз әдебиеті, ертегілер туралы көп мәліметтер айтуымыз керек. Ертегілер енді өзіміз байқап жүргендей соңғы төменгі класстарда, төменгі сыныптардан бастап оқытыла бастайды. Менің қолыма түскен оқулықтарда 5-ші сыныпта Керқұлатты Кендебай ертегісі, 6-шы сыныпта оқылатын Аяз би ертегісін көрдім. Сосын баяғыда біз оқыған кезде күн астында күнекей қыз деген ертегі, алтын сақа ертегілер оқытылушы еді. Бірақ әлде болса кейбір мектептер әртүрлі оқу бағдарламаларын оқиды қазір. Мысалы Арман Паба, мектеп, Атамұра, мүмкін бір мектептерде басқа да осы ертегілердің түрлері оқылуы мүмкін. Ал менің қолыма түскен оқулықтарда осы ертегілерді алып қарастырдым. Сол ертегілерде Керқұлатты Кендебай ертегісінде мысалы халқымыздың жаңағы қазақ дүниетанымындағы ол балаларға беретін қандай дүниетаным бар, балалардың бойына қалыптастыратын ұлттық қандай құндылықтар бар. Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 8-ші бабының өзі білім дейді, жалпы инновациялық ақпараттандыру, жаңағы білім алушы баланы жан-жақты жеке тұлғаны қалыптастыру мәселесін көтеретін болса, осы жеке тұлғаның бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру үшін біз алдымен осы біздің күнделікті өтіп отырған сабағымыздағы мәтіндеріміздің ішіндегі ұлттық құндылықтарды бағалай білуіміз керек. Осы ертегілердің өзінде кішкентай балаларға мектеп жасынан мүмкін ертегілер бұл тек кішкентай балаларды ғана емес, үлкендер біздерді қызықтырады. Ол ертегілерді оқысаңыз қайта-қайта, оның ішінде үлкен философиялық танымымыз жатқанын, халқымыздың соншалықты өте көне замандардың өзінде соншалықты қиял ғажайыпқа бейім болғандығын, ол қиял ғажайып арқылы астарында өзінің ұрпағын батырлыққа, ерлікке, тәлім тәрбиеге тәрбиелеу деген мәселе жатқандығын көреміз. Бір ғана осы Керқұлатты Кендебай ертегісінде қазақы дүниетаным деп біз нені айта аламыз? Мысалы, қазақы дүниетаным деп мұндағы Керқұланың жас кезінен бастап алған тәлім тәрбиесі, оның әкесінің аңшы болғандығы, міндетті түрде олардың жаңа аңшылықпен айналысқандығы, аңшы ғана болып қоймай, оның жаңа әкеден балаға кәсіп болып қалғандығын айтамыз. Соның бір үлгісі ретінде жаңағы Керқұлатты Кендебай батырымыздың жаңағы алыс сапарға аттанар алдында өзінің әке шешесіне деген қамқорлығы, оның жаңағы тау етіп үйіп азық-түлік жинап бергендігі, қазіргі күні біздің балаларымызға жетіспей жататын ата-анаға деген қамқорлық суып бара жатқан сияқты. Сол ата-анаға деген қамқорлықты сол кездің өзінде дана халқымыз балаларына мирас етіп көрсеткен сияқты. Осы ертегіні баладан атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жетіп ауызша тарап келе жатқан ертегіміздің өзінде ол затем Хабар WhatsApp. Бурныйдан киім сататын жасап отыр. Сен товар ақшаны ұстап тұрады да. Құрметті әріптестер, Гаухар ханым, микрофоныңызды қосылып кетті. Гаухар ханым. осы ұлттық құндылықтарымыздың атадан балаға келе жатқандығын көреміз. Яғни баланың әкеге деген қамқорлығы, ата-анасына деген қамқорлығы, оның жаңағы алыс сапарға аттанар алдындағы жаңағы мирас, баланың әкесіне азық-түлік қалдырып кеткендігі, оның жаңағы баланың осы алыс жолда жаңағы үлкен қиыншылықтарға кездескендігі, тіпті оның аты Керқұлатты Кендебайдың, Керқұла атының өзінің қалай оған серік болғандығы, Керқұлаттың жаңағы батырға көмектесетін қандай
дос болатындығы, жанашыр болатындығы осы ертегілерде көп кездеседі. Сіздер ертегілердің бәрін қарап отырсаңыздар, бұлардың барлығы жансыздарға жан бітіп, тілсіздерге тіл бітіп, мысалы аты сөйлеп, Керқұланы осы қиындықтан алып шығуға көмектесетін болады. Себебі осының бәрі халықтың арман тілегінен, жаңағы баланы ертегін оқып отырып, біз бәріміз сан жаққа кетеміз. Ойпырмай, енді мына тағдыры не болар екен деп, жаңағы осы нәрсе бізді ойландыратын нәрсе, ол оқып отырған баланы да таңғалдырып, ол да жаңағы ертегіге деген ертегінің аяғына дейін оқып біткенше ол әртүрлі ойға батады. Осы кезде жаңағы алдындағы бір суреттерде қарап отырсаңыздар, мына Керқұланың жаңағы алып күш иесі екенін, Керқұланың жаңағы жауынан қорықпайтындығын, тіпті анада түз тағысы бөріні де жығып сап, оның аузынан жаңағы биені айырып алып, сол биенің ішінен шыққан құлынды өзі асырап, оны Керқұлат етіп тәрбиелегенін көруге болады. Көптеген бұл осы сюжет біздің ата бабаларымыздан, жаңа ертегілерден бастап батырлық жырларымызда да ол батырларымыздың қасында жүретін, міндетті түрде астына аты мінетін серігі, ол аты болады. Сол атының өзінің қалай жаңағы тұлпар дәрежесіне жеткендігін осы көре аламыз. Фольклорлық кеңістік туралы Ақселеу Сейтімбеков ғалымымыз айтып кетеді. Жаңағы Керқұланың өзінің өсіп өнуі, секундтар сайын, минуттар сайын, батырларымыздың жаңа минут сайын өскендігі, алып батырға айналғаны, оның жаңағы атының соншалықты шабысты, жүйрік болып келетіндігінің өзі, ол барлығы да фольклорлық кеңістік деп қарастырады. Осы аралықта оның жаңағы тез дамып, тез өсіп, біздің көз алдымызда батырымызды ары қарай қилы оқиғаларға алып баратын оқиғалар күтіп тұрады. Мына Керқұла атты Кендебайдағы Керқұла атымыздың түрі де, түсі де қарап отырсаңыздар сары жирен болып келеді. Әлмұханова Риза деген ғалымның айтуынша, көне біздің осы ертегілерімізде, көне батырлық жырларымызда жирен түсті түстер, күн түстес сары түстер көбірек суреттеледі. Себебі бұл сары түстер, жирен түстердің барлығы бұл неге мәңгілік өлместікке көрсететін символ сияқты болып қолданылған екен. Күніміздің өзі, аспанымызда жарқырап тұрғанның өзі тіршіліктің көзі, бұл тіршіліктің таусылмайтынын көрсетеді. Сондықтан да баба халқымыз осы күн түстес сары түстерге өте көп көңіл бөліп, өзінің жаңағы ертегілерінде осы сары түске өте көп көңіл бөлген екен. Мысалы, түлкінің өзін алып қарайық, хайуанаттар туралы ертегілерде. Түлкінің өзі сары түсті болып келеді. Ол түлкінің айлакер болып, жаңағы қиындықтан жол тауып кететіндігінің өзін білеміз, сол сияқты арыстан сары түстес. Міне осы жолбарыс бейнелерін алып көрсеткенде, осы түске де мән берген деп ойлаймыз. Сонымен қатар халқымызда сіздерге өздеріңізге қосымша, балаларға қосымша айтатын болсаңыздар, ұстаздар, бұл жерде жаңа Керқұла атты Кендебайдағы Кендебай деген кісі есімнің өзінің де жаңағы бізде көнерген, кенде, мен ештеңеден кенде емеспін, менде ештеңе жоқ емес, баршылық деген сияқты мағынаны білдіретін Кендебайдың өзінің атының өзі жаңағы бір ырысты білдіріп, жаңағы тоқшылықты білдіріп, жаңағы қолында барлығы бар екендігін көрсетіп отырған бір идеядан туған сияқты. Керқұла атты Кендебай ертегісі. Енді осындағы тағы да бұл Кендебайдың көп алда қиыншылықтары, жаңағы оның батырлардың міндетті түрде алыс сапарға шығуына себеп болатын оның елін жау шабуы болса, батырлар жырында, бұл ертегіде Кендебайдың жаңағы балаға көмектесіп, оның жаңағы Мергенбайдың баласына көмектесіп, оның әке шешесінің құлдықта екендігін естіп, ол балаға көмектесуге ант береді. Міне ант беру дегенде фольклорлық дәстүрде ант беру деген болған екен. Бұл ер төстік ертегісінде де, тіпті осы Керқұла атты Кендебай ертегісінде де ол өзінің алған бетіне қайтпай, қаншалықты қиыншылыққа ұшыраса да ол алған бетіне қайтпайды. Міне оның жаңағы Керқұла атты өсіруі құланның сүтімен асыраған, Керқұла атты деп. Ол құланның да түсі сары болған екен. Осыны да фольклорлық бір ерекшелік деп қарауға болады. Сонымен қатар жаңағы Керқұла Кендебайдың алыс сапарға кеткен кезінде жаңағы жолда
оның қиыншылықтарға ұшырайтыны бар. Енді осы жерде аққу құстар туралы айтылады. Біздің берген суретімізде ол жаңағы бүркіт түрінде беріледі. Ал енді осы фольклорлық дәстүрде бүркіт, аққу түрлері оларды фольклорда жаңа қиял ғажайып ертегілерінде бір белгілі бір оқиғаны екінші бір оқиғамен байланыстыру үшін, екінші бір әлеммен байланыстыру үшін міндетті түрде осы қасиетті құс аққуды қолданған екен. Аққу жаңағы алтын құйрықты құлынды, жыл сайын туылған құлынды алып кетіп жүреді. Осыны бір күні жаңа Кендебай осы құлынды құтқарып, жаңағы құлынның құйрығын жұлып қалып, ол құйрықты алып барып жаңағы Мергенбайдың отырған патшасына апарып беріп, жаңағы оны құтқаруы, осы оның алдында көптеген нәрселерге ұшырау, жаңағы міне құлынның өзінің жаңағы неге алтын құйрықты, неге ол басқа жез құйрықты емес, неге ол күміс құйрықты емес, алтынға да халқымыз өте көп мән берген, алтынның да жаңағыдай түсі сары болған, сары түстілердің барлығына жаңағыдай күн тотеміне табынудан туған, жаңағы яғни күннің сөнбеуі, күннің әрқашан жарқырап тұруынан туған арман тілек болса керек. Осы жаңағы құлынды құтқаруы, одан кейін жаңағы Кендебайдың алыс сапардану, осының барлығын сіздер балаларға қалай түсіндіресіздер? Балаларға түсіндіру үшін жаңағы, егер сіздерде мүмкіншілік болса, Word тақталарыңыз болса, жаңағы Миро тақтасында, кешегі Padlet платформаларында, көптеген платформаларда жұмыс жасатуға болады. Ал енді ең негізгі қарапайым нәрсе ол сонау Ыбырай Алтынсарин келе жатқан нәрсе, ол балалардың нәтижесі, білімнің нәтижесі. Қазіргі күні 21 ғасырда талап етіліп отырған нәрсе ол нәтиже. Яғни БЖБ, ТЖБ жазасыздар, сонымен қарай ол балалардың нәтижесі қандай болды, алған білімдері қандай болды. Нәтижені білу үшін сіздер жаңағы осы суреттерді беріп балаларға, ол сурет туралы не ойлайды екен, батырдың соншалықты жаңағы құрсауланып аттанатындай қандай сапарға бара жатыр бұл батыр деген сияқты мәселелерді айтып, олардың жаңа шағын шығармашылық жұмыстарға баулуларыңызға болады. Сонау Ыбырай Алтынсариннің өз заманының өзінде ол кісіде көп, бірінші білім берудегі бірінші мәселе дейді, ол кісі айтады, баланы сөйлету, тіл, сөзді қаншалықты жерде меңгергендігін байқау дейді, лексикасын байқау деп ол кісі ашық жазады осылай. Сөйтіп ол кісі жаңағы осы мақсатта, тіпті ол кісі қазіргі күні біз қолданып жүрген балаларды жаңағы мұғалім ретінде қолданып бір-біріне сабақ бергізу. Сол кездің өзінде Ыбырай Алтынсарин кезінде сол әдіс қолданылды. Ыбырай Алтынсарин балаларды бір-біріне сабақ бергізіп, сабақ беріп тұрған бала ана баладан өзінің білмегенін алсын, ал сабақ беріп тұрған бала ана балаға өзінің білгенін үйретсін деген мақсатпен, баланың тілін бала түсінеді деген мақсатпен ол кісі осындай әдісті де қолданыпты. Ол әдіс әлі күнге дейін өміршең болып келе жатқанын көріп отырмыз, иә. Топтық әдіс дейміз, жекелік әдіс, барлығы да ол баланың несін қалыптастырады, баланың жеке тұлға ретінде сыни тұрғыдан ойлай алатын, бәсекеге қабілетті, осы ғасырымызда талап етіліп отырған бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу мәселесі. Оның барлығы ұстаздар сіздердің қолдарыңызда. Балаларды қалай тәрбиелеймін десеңіз де, жаңа Ахмет Байтұрсынұлы, біздің ғұлама ғалымымыз айтқандай, ол кісі айтады ғой, мұғалімнің шеберлігі ол өзінің қолында. Мұғалім қалай сабақ өтем десе де, әйтеуір жаңағы балаға білгенін үйрету керек. Балаға білгенін үйретіп, баланы сол нәрсені талап ету, жаңа бағалау деген нәрсе, баладан нәтижені талап ету. Бала қалай түсінді? Үйге берілетін тапсырмаңызда жаңағы суреттерден шығармашылық жаңағы шығарма талап етесіз ба, немесе сурет салғызасыз ба, ассоциациялық бір ойындар ойнатасыз ба? Оның барлығы ұстаз сіздің қолыңызда. Баланың ертеңгі күні біздің осы үлкен осындай заманда, жаһандану заманында біздің ұлт ретінде қалыптасуымызға, ұлт ретінде осы тарих бетінен жойылып кетпесіміз үшін біздің мына ұрпағымыз өзінің ұлттық құндылығын бағалайтын, халқының дәстүрін білетін, халқының тарихын білетін, қазіргі күні талап етіліп отырған білім берудегі мәдениетін білетін, тарихын білетін, осы тарих пен мәдениетті біліммен ұштастыратын ұрпақ тәрбиелеу мәселесі тұр. Сондықтан да біздің балаларымыз осы ертегілерді неге төменгі сыныптарда оқытамыз? Себебі бала енді ғана жоғары сыныпқа келе жатқан кезде ол ертегілерді оқып біліп, оның қиялын ұштап, оларды бір жағынан тәрбиелікке бағыттаса,
жаңа ата ананың борышын түсінсе, екінші жағынан оларды сауаттылыққа да тәрбиелейді екен. Ыбырай Алтынсарин айтады, баланы шамадан тыс еркелету, ол баланы шамадан тыс жаңа еркінсіту, олардың бойынан адамгершілік қасиеттерді жоғалтып алуымыз мүмкін дейді. Сол кездің өзінде ол кісі жаңа адамгершілік қасиет, ізгілік қасиетті балалардың бойына егетін, ол әрине ұстаз сізсіз деп ол кісі сол кездің өзінде айтады. Сондықтан да ол өзінің мектебіне, ашылған мектепке бірінші кадр даярлау мәселесін өзі қолға алған. Сондықтан да мектеп ашып, мектептеріне жаңа сабақ беретін мұғалімнің өзі жаңағы жан жақты болғанын талап еткен ол кісі. Ахмет Байтұрсынұлы 20 ғасырдың басында осы Ыбырайлар салған дәстүрді ары қарай жалғастырып, білім беру, қазақ ұлтына білім берудің үздіксіз болғанын қалаған кісі. Ол кісі де жаңағы әліпби, Ахмет Байтұрсынұлы төте жазуды, ал Ыбырай Алтынсариндер орыс алфавитіне негізілген қазақ жазуын кітабын шығарып жатса, міне осының бәрі біздің ұрпақ үшін. Тіпті Ыбырай Алтынсариннің өзі осы оқулықтарында ауыз әдебиетінің, әсіресе ертегілерді жинастырған. Менің ең негізгі мақсатым дейді ол кісі, ертегілерді жинау дейді. Ертегілерді жинамасақ, біз ертеңгі күні біз өзіміздің халқымыздың рухани байлығынан айырылып қаламыз деп Ахмет Байтұрсынұлы да айтады бұл мәселені, Ыбырай Алтынсарин да айтады. Осылайша халқымыз өзінің бай мәдениетін, қазіргі күнгі білім саласына талап етіліп тұрған мәдениетін осы ертегілерінен таба алады деп ойлаймын. Сонымен қатар Аяз би ертегісі, енді ол шыншыл ертегілерге жатады. Яғни шыншыл ертегілер болғанның өзінде де Аяз би ертегісінде көптеген халқымыздың бай мұрасы, шешендік сөздері, шешендік ой тапқыр ойлары, жаңа баланы әртүрлі қиялға жетелейтін жаңағы тілдік байлығын, ең басты мәселе әдебиет сабағының мәселесі, ол баланың тіл байлығын арттыру. Біз қазақ тіл сабағына ғана дәптер арнап, әдебиет сабағында біз көбінесе дәптерімізді ұмытып кетеміз. Дәптерді осы әдебиет сабағында арнау керек, мәтінмен жұмыс жасау керек. Олардың жаңағы Айнұра әріптесіміз айтып отырғандай, керекті тірек сөздерді жазып отыруы, сөздікпен жұмыс жасауы, сонау Ахмет Байтұрсынұлынан, Ыбырай Алтынсариннен сонау әдістері, мысалы, біз қазір заманауи шетелдің ғалымдарының, орыс ғалымдарының әдістерін аламыз. Бірақ біздің өзіміздің төл рухани Ыбырай Алтынсариннен басталған әдістеріміздің өзі осы жаңағы әдістерден ешқандай несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Сол әдістердің әлі күнге дейін біз қолданып келе жатқанын айтамыз. Бала мен ұстаз бен баланың арасындағы ынтымақтастық мәселесін Ыбырай Алтынсарин де қояды. Яғни дейді, бала мен ұстаздың арасында қарым-қатынас болса ғана ол білім деңгейі артады дейді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, мен осымен ойымды қорытындыладым. Рахмет сіздерге тыңдағандығыңыз. Көп рахмет, Әлия Әбзелбекқызы. Ертегілердің ішіндегі қазір біріміз танып, біріміз танымай, байқамай жүрген дүниетанымдық негіздерді орынды айтып бердіңіз. Құрметті әріптестер, құрметті мектеп мұғалімдері, біз ертегілердегі қазақы дүниетанымға негіздей отырып оқыту мәселесін бүгін осы семинар тренингке әдейі арнайы шығардық. Өйткені бүгінгі таңда қазақ баласы ертегі оқымайтын деңгейге жетті. Бүгін біз телеарналардан көбінесе сол Ресейдің әлгі Машасымен қалай медведін көрсетіп, балаларды сонымен тәрбиелеп жатқанымыз бізді қатты алаңдатады. Сондықтан мектептің бағдарламасына енсе де, енбесе де, қосымша сабақ ретінде, факультатив ретінде біз қазақ балаларына ертегілерді үйретуді қолға алсақ екен деген өтініш айтқымыз келеді. Бұл бір жағынан талап болсын, бір жағынан өтініш болсын. Өйткені ата-бабаларымыз қазақ баласын ертегі арқылы тәрбиелеген. Сол ертегі арқылы тәрбиеленген ұрпақ мынау бізбіз. Біз ешкімнен де ешқашан ештеңеден құр қалдық деп ойламаймыз. Біз балаларымызды орыстың
ағылшынның, немістің, француздың ертегісімен емес, ең алдымен ұлы далада қабылданған, ұлы даланың заңдылығына негізделген, мынау қазақтың кең даласының анымына, дәстүріне сүйене отырып жасалған ұлттық өзіміздің ертегілерімізге қайтадан оралуды сіздерге ұсынған болар едік. Бүгінгі семинар тренингтің негізгі мақсаты ұлттық құндылықтарға негізделген дәрістерді көбірек ұйымдастыру, көбірек беру ниетіне арналып отырғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан осы ертегілерді оқытуға әлі де болса, әсіресе ауылдық жерлерде қазақ баласы ертегісін, қазақ ертегісін, қазақ дәстүрін біліп өссе деген ниетіміз бар, және ол ниетімізді жасырмаймыз. Келесі сөз кезегін қазақ тілін оқытуда орфографияның маңыздылығы деген тақырыпта Мырзабаева Балнұр ханымға береміз. Сөз кезегі Балнұр ханым өзіңізде. Рахмет, Анар апай. Сәлеметсіздер ме бүгінгі семинар тренингке қатысушылар? 2 күннен бері біз міне қазақ тілі мен әдебиетін оқыту бойынша, оны құр оқыту емес, ұлттық кодпен байланыстыра оқыту бойынша мәселелерді қозғап отырмыз. Ал қазіргі таңда әрине бұдан бұрынғы алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда қазақ тілі мен әдебиетін оқыту методикасы, технологиясы болсын, ілкері алдыға жылжығанын мойындау қажет. Сондықтан ал дәл қазіргі уақытта біз қазақ тілін әдебиетті оқытуда енді бұрынғыдай жалпылама немесе жекелеген бір әдіс тәсілдерге емес, сол жекелегеннің ішіндегі бір детальды мәселелерге назарларыңызды аударғымыз келеді. Бұл да бір сол әрбір детальдан біз ұлттық кодты үйретуімізге болады. Бүгін мен сіздерге осы орфографияны әдейі алып келіп отырмын. Неліктен? Себебі өздеріңіз жақсы байқап отырсыздар. Менің емес, басқа. Кешірім өтінемін. Ана жақта басқа ашылып жатыр. Қайтадан өзімнің слайдымды ашайын. Мен слайдым. Соңғы уақытта неге орфография, қазіргі кезде орфографияны мектепте оқыту, мейлі колледжде оқытсын, жоғарғы оқу орнында оқытсын, бұл өте маңызды болып тұр. Әсіресе осының ішінде мектепте оқыту. Өйткені қазіргі кезде өздеріңіз байқасаңыздар, ақпараттық медиа кеңістікте, ол ақпараттық медиа кеңістік дегеніміз біздің ол ақпарат порталдары, әртүрлі. Одан кейін сайттар, белгілі бір мекемелердің, ол мемлекеттік болсын, мемлекеттік емес болсын. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде қазақша мәтіннің сауатсыз жазылатынын өте көп көзіміз шалып жүр. Яғни бұл кәдімгідей бір кеңінен құлаш жайып бара жатыр. Және қазақша мәтінді сауатсыз жазған кезде, соны сауатсыз жазып отырмын деген автордың өзінде бір мәдениет жағынан бір ұялу, қымсынуды байқамаймыз. Мысалы, әлеуметтік желілерде бір ақпарат жазсын, ол комментарий жазсын, міндетті түрде қазақша мәтінде грамматикалық, яғни бір сөзбен айтқанда орфографиялық, пунктуациялық қателер кетеді. Бұны мен қайдан байқадым? Бұны мен арнайы осы ақпараттық медиа кеңістіктегі ақпараттарға, мәліметтерге контент талдау әдісі деген бар ғой бізде. Осы әдісті пайдалану арқылы байқадым. 2021-ден 22 жылдары мен мемлекеттік емес мекемелердің сайттарындағы қазақ тілді мәтіндерге зерделеу жұмыстарын жүргізген болатынмын. Сол кезде іштей әрине қынжылдым. Қазақ тілді мәтіндер орыс тілді мәтіндермен салыстырғанда өте сауатсыз жазылған. Стильдік қате болсын, әріптік қате болсын, грамматикалық қате болсын, қатеге тұнып тұрады мәтіндер. Ал екінші, соңғы осы 7-8 жылда қазақ тілде сауатсыз жазатын жалпы жұрттың
білім алушылардың көбейгенін мен өзім эксперименталды түрде бақылау әдісін жүргіздім. Ол кімдерге жүргіздім? Бірінші курс білімгерлеріне. Сіздер білесіздер, жоғарғы оқу орындарында барлық қазақ тілді топтарға орыс тілі оқытылса, орыс тілді топтарға қазақ тілі оқылады. Одан кейін сонымен қатар мен өзім мынау спецпән дейді ғой бізде, арнайы қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ филологиясы мамандығына түскен студенттерге бірінші курста фонетикадан сабақ беремін. Осы жерде мен экспериментті бақылау әдісін жүргіздім. Ең бірінші балалардың сауаттылығын тексертем. Алғаш алдыма келген студенттерге мен диктант жаздыртам. Әріптік диктант болсын, буын диктант болсын, мәтін диктант болсын, жаздырып тексерген кезде мен сіздерге айтайын, ол өте нашар көрсеткіш, балалардың 70-80%-ында сауатсыздықты байқаймын. Әрине, бұл сауатсыздықты енді жалпы мектеп мұғалімдері кінәлі деп айтуда болақпын. Бұл жерде жалпы сауатсыздыққа бізде интро және экстра факторлер бар. Яғни қоғаммен байланыс, саясатпен байланыс болсын, әлеуметтік байланыс, лингвистикалық байланыстар біздің. Міне мен осыларды қазір сіздерге кішкене саралап көрсетейін деп тұрмын. Неліктен 21 ғасырда бізде қазақ тілінде сауатсыз жазу үрдісі пайда болды деген сұрақты мен өзіме қойдым. Сөйттім да оның себептерін іздей бастадым. Себебі, құрметті әріптестер, қазір мектептегі мұғалім болсын, балабақшадағы мұғалімдер болсын, менің замандастарым, немесе менен кішілер, менен үлкендер аз қалған шығар, енді олар зейнеткерге кетіп жатыр. Ол кісілерге мен ештеңе демеймін. Мына менің замандастарым, менен кейінгі інілерім болсын, сіңілілерім болсын, біз қай жылдары білім алдық жоғарғы оқу орнында? Мектепте біз тоқырау жылдары. Мына тәуелсіздіктің алғашқы тоқырау жылдарында біз білім алдық. Ол кезде мен сіздерге айтайын, педагогикалық мамандықтардың, жалпы гуманитарлық мамандықтардың имиджі өте төмен болды. Оған кім барды? Кездейсоқ студенттер бар. Мен бұны айтудан қорықпаймын. Себебі мен студент болып түскенде, біздің топта қазақ тілі мен әдебиетін сүйіп түскен бала 5-ақ болды. Қалған 30-ы кездейсоқ келген студенттер болды. Міне осы студенттер қазір мектепте мұғалім. Және бұл ренжімеңіздер, барлықтарыңызға топырақ шашпаймын, дегенмен де 5 саусақ бірдей емес. Мынау медицинада біз диагнозды тура қоймасақ, ертең ауырып өлеміз ғой. Сондықтан өзіміздің қазақ тіліміздің дертін біз таппасақ, оның дертінің тура диагнозын қоймасақ, біздің қазақ тілді үйретуіміз, оны халықаралық деңгейге шығаруымыз, жалпы мәртебесін көтеруіміз қиынға соғады. Сондықтан осы мәселені мен айтып отырмын. Және біздің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің өзінің пәніне деген сүйіспеншілігінің төмендігі, тілге деген жанашырлығының төмендігі, мен жоқ деп айтпаймын, төмендігі, ол қандай жерде көрініс тауып жатыр? Әсіресе мынау орыс тілді топтарда қазақ тілінен сабақ беретін. Ол қазір әлеуметтік желіде бар. Сіздер әлеуметтік желіге кіріп контент талдау жасаңыздаршы. Қазір мектептің оқушылары, кешіріңіздер, өте ашық сөйлейді, қысылмайды, өзінің пікірін еркін айтады. Әлеуметтік желіге салады, Facebook болсын, Instagram болсын. Сен неге қазақ тілде еркін сөйлемейсің? Мейлі еркін сөйлемесін, қажетті сөздерді, сос сөздер деп айтам кейде мен. Сос сөздерді білмейсің деп сұрақ болған кезде, анкета жүргізген кезде олар айтады: мектепті бітіріп келіп отыр ғой, 11 жыл мектепті бітіріп қазақ тілін оқып келіп отыр. Олар айтады: мұғалім нашар болды. Олар сөйтіп айтады: мұғалімнің бір ықыласпен бізге қазақ тілін үйреткенін көрген жоқпын. Кеше ғана Facebook әлеуметтік желісінде тіл білімі, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры жариялады. Бір сол оқушы емес, қазіргі кезде ол студент те болуы мүмкін, неге қазақ тілін нашар білетін өзінің себебін түсіндірді. Себебін түсіндіргенде бірінші мұғалімді айыптады. Ал одан кейін біз былтыр 2022 жылы тестті өткізгенде, орыс тілді мектептің оқушылары келген кезде де тура олар осыны айтты. Олар оқу құралы нашар демеді бірінші. Мұғалім сабақты қызық жүргізе алмайды деп. Мұғалім ықыласпен мемлекеттік тілді үйретпейді деген дүниені айтты. Бұны біз мойындауымыз керек. Бұл нәрсе бізде бар. Одан кейін келесі мәселе, мектепте қазақ тілі мен әдебиетінің оқыту бағдарламасының жүйесіздігі мен тиімсіздігі деп бұны мұғалімдер айтып жүр.
Бізде әртүрлі баспаның кітаптарын оқимыз, көмекші оқу құралдары нашар. Қазір соңғы уақытта танымдық, қазақ тілінде танымдық тақырыптарға ден көп қояды, грамматикалық, кешіріңіздер, микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздаршы. Грамматикалық тақырыптарға көп мән берілмейді, ереже қысқа нұсқа түрде беріледі, оған деген жаттығу бір-екеу ақ деген дүниені айтады. Бақып жарайды. Оқулық сондай болды дейді. Бірақ құрметті ұстаздар, сіздер мұғалімсіздер, ұстазсыздар, оқытушымыз. Бізге 40 минут біздің еншімізде. 40 минут кеп біздің желкемізде біреу мылтықтың дүмбісін қойып сабақ оқытқызбайды. Бізде 40 минут шығармашылық еркіндік бар. Демек біз сол күнгі тақырыпты танымдық болсын, грамматикалық тақырып болсын, оны өзіміздің шығармашылық шеберлігімізге, еркіндігімізге лайықтап меңгертуге әбден құқымыз бар, және біз солай жасай аламыз. Тек оған әрине тынбай еңбек ету керек болады. Енді келесі мәселе, осы кедергі болып отқан мәселе, ол мен ерекше айтатын дүние, қазіргі бізде тұлғаны, сауатты мәдениетті тұлғаны тәрбиелеуде әлеуметтік топтардың арасында байланыс үзілуде. Ол не? Бірінші отбасы мен балабақша, балабақша мен мектеп, мектеп пен колледж, колледж бен жоғарғы оқу орны. Біздің бәріміздің объектіміз біреу, ол сауатты мәдениетті, отаншыл, елін сүйетін, ұлттық кодын білетін, қадірлейтін тұлға тәрбиелеу. Бірақ осы тұлғаны бәріміз қазір біз жеке дара тәрбиелеп жатырмыз да, бізде бір жүйелі байланыс жоқ. Бірақ соңғы уақытта мен байқаймын, мектептің мұғалімдері, сосын жоғарғы оқу орнының мұғалімдері болсын, колледждің оқытушылары болсын, іздейміз біз бір-бірімізді. Байқайсыздар ма, сондай қажеттілік туып тұрғанын түсіндік та, біз іштей іздеп бір-бірімізбен енді меморандумға отырып, енді жұмыс істей бастап жатырмыз. Біз осы жұмысты жандандыруымыз керек. Жоғарғы оқу орны оқытушылары сіздерге ғылыми теорияны, яғни қазақ тілі туралы теорияны да, практиканы да бере алады, бірақ практиканы сіздерге дұрыс беру үшін олар сіздермен тәжірибе алмасу керек болады. Мектеппен, колледжбен, балабақшамен. Сол кезде ғылыми теориялы тұжырымды білімдерді сіздерге нақты бере алатын болады. Міне, осы байланысты біз жандандырайық деп, мен осы жерде ой тастағым келіп тұр. Енді қайтадан мен орфографияма өзіме оралайын. Орфографияның қазақ тілі мен әдебиетінің негізгі оқыту мақсатын мен қысқа нұсқа көрсеттім. Ол сауатты жазу, дұрыс сөйлеу, көркем сөйлеу, баланың ойын дамыту, отаншыл азамат тәрбиелеу, тағы да сол сияқты кете береді. Мұндағы қазақ тілінің пәнінің негізгі мақсаты өздеріңіз жақсы білесіздер. Бала қазақ тілге келіп алдыңызға бала отырды ма, ол қазақ тілін оқып отыр ма, оның сіздің негізгі міндетіңіз баланы сауатты жазуға, сауатты қазақ тілінің үндесім заңдылығына сәйкес дұрыс сөйлеуіне оқып, соны үйретіп қалыптастырып шығару. Ол мейлі біз бұл жерде қазақ тілін ана тілі ретінде оқытайық, мейлі біз қазақ тілін мынау орыс тілді топтарға мемлекеттік тілде оқытқызайық. Мұнда да негізгі сіздің ұстанатын басты мақсатыңыз болсын, міндетіңіз болсын, ең басты сол өзі екеу ақ болады. Бірінші, бала сауатты жазып шығу керек, одан кейін қазақ тілінің үндестік заңына сәйкес дұрыс сөйлей білу керек. Енді орфографияны оқытудың негізгі 3 принципі бар, оны сіздер білесіздер, ол морфологиялық, фонетикалық, тарихи дәстүр. Мен оны емес, одан бұрын орфографияны оқытудың негізгі 3 негізіне сіздерге көңіл аударыңыздаршы деп айтқым келеді. Ол бірінші психологиялық деп мен айтам. Жоғарыда баяндамада психологиялық барьер туралы Айнұр ханым жақсы айтып кетті. Бізде орфографияның үйретудің негізгі бір негізі ол психологиялық. Бұл не? Қазір осы нәрсе мектепте оқытылмайды. Сол үшін бізде жалпы жұрт, біз жалпы сауатты жазуды, базалық білімді мектептен алады жалпы жұрт. Содан кейін әлеуметтік желіге олар әртүрлі ақпараттық порталдарға жазған кезде қарапайым орфографиялық қателерді жіберіп жатқан себебі оларда ең бірінші осы психологиялық негіз жоқ. Ол не деген негіз? Сіз алдыңызға келген балаға айту керексіз. Егер сен орфографияны білмесең, сен ертең мәдениетсіз тұлға болып қалыптасасың. Сен мәдениетсіз маман болып қалыптасасың. Яғни ол сауатсыздың артында мәдениетсіздік деген сөз тұру керек. Ол ұят нәрсе. Сен сауатсыз жазу, ол саған ұят.
сенің ол тұлғалық келбетіңе, ертең сен қандай да бір маман боласың, сол сенің мамандық келбетіңе ол сауатсыздық деген, ұят нәрсе деген балаға осындай психологиялық атака дейді ғой. Бірақ ол атакаңыз сіздің мәдени тұрғыдан болу керек, осылай бастау керек. Содан кейін барып өзіңіздің методыңызды пайдаланып, лингвистикалық біліміңізді беруіңіз керек. Мен бұны не үшін айтып тұрмын, себебі қазір әлеуметтік желіде жақсы блогер қазақша мәтін жазса, сен оның астына оның мәтіннің идеясын, мазмұнын дұрыс екенін жазып, бірақ осындай грамматикалық қате кетті деп айтсаң, оған ешкім ешқандай реакция бермейді. Тіпті кейбір блогерлер қатесін түземейді. Соны бір нормаға қалыптастырады. Ал блогерді бүткіл халық оқиды, оған жазылған адамдар көп, және сөйтеді да, ол блогер өзі сол сауатсыз жазу арқылы қазақ тілінің мәртебесін түсіріп тұрғанын түсінбейді. Біз оны түсініп жайлап жеткізсек, ол оны қабылдамайды. Себебі ода кезінде меніңше ойлаймын, оған бір психологиялық бір түсіндірулердің аз болғаны секілді. Енді келесі мен осы орфографияны мен сіздерге қазір бүткіл қазақ тілінің емле ережесін былай оқыту керек деп айта алмаймын. Ол мүмкін емес дүние. Мен сіздерге осы орфографияның ішінде ең бірінші бізде емле ережеде әріптер емлесі деген тарау бар. Көбінесе мен мойындаймын, сіздер де мойындайтын шығарсыздар, құрметті мұғалімдер, әріптестер, әріптер емлесін келген кезде жүгіріп өткізесіздер ғой. Жүгіріп өтеді. Әріптерді бір қазақ тілінде әріптерді атайды. Одан кейін кейбір ә дыбысының а болып жазылып, ә болып айтылғанмен а болып жазылатынын айтады. Сосын қос аралама дыбыстарға тоқталады. Бірақ сол әріптер ішіндегі деталь дыбысты оқытуды елемейсіздер. Ал қазақ тілінің ұлттық кодын алдыңыздағы отырған балаға қалыптастырудың белгілі бір тетігі оған дыбысты дұрыс айтып үйреткізу. Мейлі ол орыс тіліндегі бала болсын, бөгде тілдегі бала болсын, қазақ тілді бала болсын, оқушы болсын, ең бірінші сіз дыбысты дұрыс айтқызуды үйретуіңіз керек. Бұл бір детальді оқыту орфографиядағы. Одан кейін осы жердегі екінші мәселе екпін, үшінші мәселе үндестік заңы. Мен қазір осыны сіздерге қысқа нұсқа түсіндіріп өтейін. Бұл не деген сөз? Жалпы тіл дыбыстарын шығаруда бүткіл әлем тілдеріндегі акустика, артикуляция, ол былайша айтқанда сөйлеу аппараты бүткіл адамзатта бірдей. Мысалы, кәрістің сөйлеу аппараты басқа, қазақтікі басқа, орыстікі басқа емес қой. Бәріміздің физиологиямыз бір ғой, Алла тағала бәрімізді адам қылып жаратты, біздің бәріміздің мүшелерімізді бірдей етіп жаратты. Бірақ дәл осы дыбысты үйретуде мынау бұл акустика артикуляциялық базаның, яғни сөйлеу аппаратының ұлт тіліне қарай атқару қызметі әртүрлі болады екен. Біз осыны ескеруіміз керек. Ол қалай? Мысалы, құрметті мұғалімдер, тренинг қой, мына әріптерді бір-екеуіңіз микрофонды қосып, маған қазір дыбыстап айтып беріңіздерші. Мұғалімдер, колледждің оқытушылары болсын, тіл орталықтарының оқытушылары, балабақша тәрбиешілері, кері байланысқа шығыңыздар. Кері байланысты, немесе чатқа жазыңыздар, қалай оқытасыздар, қалай дыбыстайсыздар мына әріптерді. Мен қарапайым бір 7 әріп алып отырмын. Онда чатқа жаза беріңіздер, мен порталдарды ақтарып қарап, сабақ жоспарларын ақтарып қараған кезде, осы дыбыстарды үйреткен кезде көп мұғалімдердің қателікке бой алдыратынын көрдім. Мейлі дедім да, мен мұғалімдерге қазір тіреу болып отқан оқулық қой енді. Бастаушыда біз бисмилля деп әліпбиден бастаймыз ғой. Одан кейін мен осы әліпбиді аштым да тексердім. Сөйтсем, әліпбиіміздің өзінде бізде әріптің таңбасын ғана береді екен. Бір олқылығы. Бізге әліпбидегі әріптің аталуын, яғни дыбыстық аталуын бермейді екен. Айтылуын бермейді екен. Айтылуын бермегеннен кейін, мен ойлаймын, бұны демек мектепте мұғалімдер өздері дыбыстап айтады. Мұғалімдер қаяқтан алады? Олар әртүрлі ақпарат білім порталдарынан іздейді, өздерінің әдістемелік құралдарын қарайды. Сөйтіп, олар дыбыстық, мен енді сіздер өздеріңіз білесіздер ғой, ұстаздардың дайын сабақ жоспарын алатын арнайы портал бар.
сол жерде мен жоспарды алған кезде көбіңізде осы орфографияда әріптерді үйретуде ешқайсыңыз әріптердің дыбысталуын аталуын бермегенсіздер. Ал берген мынау дидактикалық материал ретінде пайдаланған көрнекі құралдарыңыз мынау бірінші тұрған әліпбиім. Қараңыздаршы, сіздер орысша атауды қойып қоясыздар. Б, П, Т, Л, М, Н, Х, Ч, Ц дегенді қойып қоясыздар. Міне, демек сіздер әліпбиді оқытуда бірінші оларды дыбыстау аталуының өзін дұрыстап бастап үйретпейсіздер. Енді бәріңіз деп айтып жатқан жоқпын, іштеріңізде бар дұрыс үйрететіндер. Көрдім оны сабақ жоспарынан Б, В, Г, Г, Д, Ж деп үйрететіндеріңіз бар. Енді мен осы әліпбидің аталуын Ахмет Байтұрсыновтан іздедім тағы да. Біз тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынов болғаннан кейін Ахмет Байтұрсыновқа бірінші бардым. Ахмет Байтұрсыновта мен аны өткізіп жіберейін. Ахмет Байтұрсыновта мен кітаптың өзін сіздерге скрин жасап әкелдім. Қазақ тілінде 24 дыбыс бар дейді. Ешқандай төл дыбыс бар, қазақ тіліне тән дыбыс бар деп үйретпейді Ахмет Байтұрсынов. Дауысты да, дауыссыз дыбыстарды да міне осындай дыбыстар бар бізде деп, олардың мынау таңбасы деп қана көрсетеді екен. Көрдіңіздер ма? Одан кейін бізде фонетиканы жақсы зерттеген ол ғалым Сапархан Мырзабеков. Сапархан Мырзабеков те қазақ тіліндегі консонантизмдерді айтқанда төл, тән дыбыстар дегенді айтпайды. Тек қана дауысты дыбыстарды айтқан кезде кетпесем жоғалып қалды оны ілмеппін, кешіріңіздер. Дауысты дыбыстарды айтқан кезде бір нәрсені айтады Сапархан Мырзабеков, профессор Сапархан Мырзабеков, қазақ тілінің байырғы сөздерінің құрамында кездесетін дыбыстар дейді. Байырғы сөздерінің құрамында кездесетін дейді. Төл дыбыстар демейді. Ал бірақ соңғы кезде әсіресе орыс тілді топтарда бізде қазақ тілін үйреткен кезде специфические звуки казахского языка деп мына бір ә, ө, ы, қ, г, ң, х, фарингаль, х дейді ғой бізде. Көмеймен айтылатын дыбысты үйретеді. Шынын айтқанда фарингаль дауыссыз дыбыс бұл біздің дыбыс емес, бұл біздің төл дыбысқа жатпайды, біздің специфический звук емес бұл. Бұл араб парсы тілінен енген. Ал үйреткен кезде мұғалімдер болсын, біздің жоғарғы оқу орны оқытушылары болсын, специфические графики деп те айтпайды, буквы деп те айтпайды. Мен түсінем буквы деп айтса, таңба, мынандай таңба ешкімде жоқ. Олар звуки дейді. Бірақ мен осы жерде мұғалімдерге, оқытушыларға бір ой тастағым кеп тұр. Меніңше бұлай оқыту ескірді. Неге? Бұлай оқыту бізге кеңес үкіметінің 1940 жылдардан бастап кірген екен. Оның кіруінің себебін мен талдадым. Ол кезде қазақ тілінің әліпбиі жасалды ғой, кириллица негізіндегі әліпби. Ол кезде әріпті дыбысты оқытқан кезде тек қана ғалымдарымыз орыс тілімен салыстырыпты. Салыстырған. Расында да орыс тілінде бұл дыбыстар жоқ. Бірақ кешіріңіздер, құрметті мұғалімдер, ұстаздар, оқытушылар. Біз қазір 21 ғасырдамыз. Біз қазір қазақ тілін бізде әлем ғылымы мен біздің біліміміз, ғылымымыз интеграцияланып атқан кезде біз неге өзіміздің әліпбиімізді болсын, дыбыстарымызды болсын, орфографиямызды тек қана орыс тілімен салыстырып оқытуымыз керек? Біз қазір кәріс тілімен де, ағылшын тілімен де, араб парсы тілдерімен де, барлық тілдермен салыстырып атып, мына айтылып атқан дыбыстардың басқа да әлем тілдеріне тән екенін дәлелдеп отырмыз. Сондықтан орыс тілі аудиторияларында дыбысты үйретуде осы мәселеге назар аударуларыңызды сұраймын. Енді мен неге жоғарыда сіздерге әріптерді дыбыстап беріңіздер маған деп айтқан кезде мен мына жерде 4 адам күтіп тұр екен. Залға қабылдай салайыншы, мен кешіріңіздер. Мен әліпбидегі 3 дыбысқа сіздерге ерекше назар аударуларыңызды сұраймын. Себебі біз алдымызға келген студенттен мына әріптердің атын атаңызшы десек, олар айтай алмай тұрады. Ол мен жаңа жоғарыда айтып кеткен ыр, ыл, ың. Олар р, л, ың дейді. Бұл неге р,
РЛ емес, бұл ың. Бұны Сапархан Мырзабеков, профессор Сапархан Мырзабековтің фонетикасын ашсаңыздар да түсіндіреді протезалық құбылыстар туралы. Негізі әліпбидегі дыбыстардың, яғни әріптердің аталуы ол дыбыстар ғой. Дыбыстарды үйреткен кезде басты назарда сіздер олардың қазақша дыбысталуына, аталуына мән беріңіздер. Және осы мына ыр мен ылды л емес, р емес, р емес, л емес, ыр, ыл, ың деп айтылуына жіті көңіл бөлсеңіздер деп айтқым келеді. Осы дыбыстарды үйретудегі бір мәселе осы, екінші мәселе ол ың. Қазіргі кезде қазақ тілді оқушылардың, студенттердің өзі ың деген дыбысты айта алмайды. Оны ыңмен шатастырып жатады. Мұнда сіздер қандай жаттығу жұмыстарын жасатуларыңыз керек? Мысалы, н мен ыңға қатысты бірдей сөздерді алыңыздар да, соны балаға дағдыландырыңыздар. Сен, өн, оң, өң, он, оң, тын, тану, таңу, одан кейін ыңға қатысты сөздерді айтқызу керек. Жаңға, қаңбақ, аңдатпа, аңшы деген сөздерді айтқызу керек. Міне, сондықтан ың әріпімен көп жұмыс істеу керек болады, дыбысымен. Келесі менің айтайын деген мәселем ол екпін. Қазіргі кезде екпін, бізде оқушылар болсын, студенттер болсын, екпінді дұрыс қоймайды. Сіздер жақсы білесіздер, екпін қазақ тілінде тұрақты, ол әрине ауытқып тұратын сөздің, сөз тіркестерінің, сөйлем мәтіннің екпіндері бір бөлек. Бірақ жалпы қазақ тілінде екпін сөздің соңғы буынына, сөздің соңғы буындағы дауысты дыбысқа түсетінін білесіздер. Бірақ қазір ютубқа сіздер кіріп, мынау Абайдың мерейтойларында, біздің басқа да ақын жазушыларымыздың мерейтойында бізде челлендж жолдау көп болды, мектеп оқушыларының, студенттердің. Сіздер ютубқа кіріп, соны тыңдасаңыздар, бізде білім алушыларымыз екпінді дұрыс қоймайды. Мысалы, рухани дегенді рухани, әдеби дегенді әдеби деп айтады. Демек, мектепте екпінді оқытуда, немесе әдебиетте көркем мәтіндерді оқытуда, өлеңдерді оқытуда осы екпінге көбірек көңіл бөлуіміз қажет. Келесі бір мәселе, мен енді осы орфографияны айтқаннан кейін міндетті түрде бір жерде орфоэпияны айтқым келеді. Орфоэпияны мен орфографияның морфологиялық принципімен байланыстырғым келіп тұр. Орфографияның 3 принципі бар деді, соның біреуі морфологиялық принцип. Сіздер жақсы білесіздер, морфологиялық принцип ол сөзді біз қалай айтсақ солай жазбаймыз, сөздің түбір тұлғасын сақтап жазамыз. Мысалы, біз оны балаларға айтамыз, басшы деп айтасың, бірақ сен басшы деп жазасың. Сенбі деп айтасың, сенбі деп жазасың дейміз. Біздің осы біліміміз балаларға үйрететін. Осы морфологиялық принциппен қалып қалатын сияқты. Себебі қазір балалар қалай жазады, солай айтады. Сөйтіп біздің қазақ тілінің үндестік заңын, үндесім заңын, соның ішіндегі әсіресе ерін үндестігін бұзып айтып отыр. Бұл ғасырда пайда болған проблема емес. Бұл мәселені профессор Ісмет Кеңесбаев та айтқан. Профессор Ісмет Кеңесбаев айтады, кейінгі кезде дейді, ол сол ғасырда ғой, енді 20-шы ғасырда бізде дейді, ерін үндестігі сөздің бірінші буынында сақталады, екінші буында көмескіленеді, үшінші, төртінші буында мүлдем жоқ болып кетеді. Ал қазір бізде тіпті екінші буында сақталмай барады. Біз қазір біздің білім алушыларымыз құлын деп айтады, құлып деп айтады, жүрек деп айтады, көбелек деп айтады, және солай жазады. Сондықтан орфографияның негізгі үйрету, орфографияны жақсы меңгертудің бірден бір ол дағдысы, жаттығу, ол диктант жазу. Құрметті ұстаздар, мұғалімдер, сіздер қазір диктант жазу деп мен айтсам, ол бізде бағдарламада көп берілмейді, алынып тастаған, бақылау жұмысы ретінде тышыбы болып кетті, бұрында диктант жоқ деп әңгіме болады, ол түсінем. Дегенмен де, дәл осы орфографияны балаларға оқыту барысында, орфографияны 9-шы, 8-шы, 5-ші сыныпта, 1-ші сыныпта әліпбиді оқытып жатқанда да сіз әріптер емлесін оқытып жатасыз. Сол кезде сіздер міндетті түрде өздеріңіз диктант жазыруларыңыз керек. Ол білесіздер, диктант түрі көп. Әріп диктант, бут диктант, сөз диктант, терме сөйлем, кейінгі мәтін диктант. Бұл бізді орфографияны дұрыс меңгертудегі бірден бір мықты жаттығу, мықты дағды. Мен осымен сөзімді қорытындылайын.
мен сіздерге жоғарыда айттым, мен бүткіл орфографияны қазір сіздерге қалай оқыту туралы оны айтып меңгерсе алмаймын. Дегенмен де қоғамда болып атқан осы сауатсыздық үрдісін байқағаннан кейін мына бізде тіл басқармасы ғалымдарға ұсыныс тастаған, осымен қалай күресуге болады деп жоғарғы оқу орнының жас ғалымдарына. Сонда қатемен жұмыс істеген біз дәрістер топтамасын ұсындық. Демек біз бұл дәрістер топтамасында ютубтен тауып ала аласыздар. Дәрістер топтамасында сіздер бірге бөлек жазылатын сөздер, яғни актив сөздердің дұрыс жазылуын көре аласыздар. Ол жерде 3 минуттан 5 минутқа дейін қамтылған дәрістер топтамасы. Соны өздеріңізге керекті сөздердің барлығын сөздерден таба аласыздар деп мен сіздерге айта аламын. Осы жерде, мына жерде қатемен жұмыс деп ютубқа терсеңіздер, шығады бұл дәрістер топтамасы. Назарларыңызға рахмет. Қосымша сұрақтарыңыз болса чатқа жазыңыздар, жауап береміз біз. Келді. Көп рахмет Балмира Жүнісбекқызы. Чатта да жазып жатыр. Қазіргі таңда өте өзекті мәселе екендігі анық. Біздің орфографиямызда, орфоэпиямызда осындай проблемаларға толып кетті. Мұның жөндейтін уақыт асып бара жатыр. Уақыты келді. Мұның енді ғылыми бір негізі де бар. Мұғалімдерді де кінәлай алмаймыз, өйткені соңғы кездегі біздің орфографиялық сөздігіміздің өзінде де әртүрлі жазу заңы жасалып жатқаны рас. Соңғы кезде біраз сөздіктер шықты, бірақ Рабиға-сыздықтың сөздігінен кейін көптеген өзгешеліктер енді оны халық бірін қабылдады, бірін халық қабылдамай жатыр. Осыны бір реттестіру, бұл ғалымдардың мойнындағы үлкен бір жүк деп есептесек, бірақ дегенмен де ең басты нәрсе бүгінгі таңда мектеп мұғалімдерінің қолында да көп нәрсе бар. Бала сіздің алдыңыздан шығады. Сондықтан құрметті қатысып отырған әдіскер мамандар, мектеп мұғалімдері, бүгін Балмира ханым айтып отырған мәселелер өте өзекті. Осы мәселеге көңіл аударсаңыздар. Бүгін 40 шақты оқытушы, мұғалім қатысып отыр. Сіздерге көп рахмет айта отырып, құрметті әріптестер, мұғалімдер, осы айтылған мәселені өзіңіз ғана ойланып, өзіңіз ғана біліп қоймай, қасыңыздағы қазақ тілі пәнінен сабақ беріп жүрген оқытушыларға да құлақ қағыс етіп айтып жүрсеңіздер деген өтініш айтқымыз келеді. Балмира ханым, сізге көп рахмет. Құрметті әріптестер, келесі сөздің кезегін Ақанай Пидар Уәлихан мырзаға береміз. Бүгінгі баяндамамыздың тақырыбы қазақ ағылшын тілдерін салыстыра оқытудың өзектілігі жөнінде. Дидар мырза, сөз сізде. Рахмет Анар апай. Армысыздар, құрметті қатысушылар, тыңдармандар, әріптестер. Расымен де енді қазіргі таңда қазақ ағылшын тілдерін салыстыра оқыту әдіс тәсілдерін және оның өзектілігін жайында сіздерге баяндап түсіндіруге тырысатын боламын. Мән жайын ашып, егжей-тегжейін айтып түсіндіретін боламын. Расымен де қазір жаңа ғана тыңдаған докторантымыз Балмира ханымның баяндамасын естіген болсаңыздар, өте өзекті және мәнді негізгі орысша айтқанда детальдарды түртіп айтып өтті. Дәл сол секілді мынау қазіргі таңда қазақ ағылшын тілдерін салыстыра оқыту барысында көптеген аздаған бір қиындықтар туындайды. Оның бірі жаңа айтып өткендей, әрине өткен дәуірде, совет дәуірінде тек қана орыс ғалымдарының еңбектерімен шектеліп қана сол тілдердегі белгілі бір қазіргі таңда қателіктердің аясын, нәтижесін көріп жатырмыз. Яғни бұл нені айтады? Сол айтып отырған қателіктерге қой алдырмау, алдын алу, және де тек қана орыс ғалымдардың еңбектерімен ғана шектеліп қана қоймай, сол шетелдік кәріс болсын, Қытай, ағылшын ғалымдардың еңбектерімен салғастыра отырып, сол қазақ ағылшын тілдерін салыстыра оқытудың маңызды екендігін сіздерге айтып көрсеткім келіп отыр. Аха, жақсы. Ал енді мынау кішкене тоқталып өтсек, мен әрине тарихқа міндетті түрде шолу жасағым келіп тұр. Екінші айтып өткендей, ол
қазақ және ағылшын тілдерін салыстыра оқыту, соның ішіндегі comprehensible input деп аталатын әдіс тәсілге міндетті түрде тоқталып өтемін және қорытындылап айтатын боламыз. Тарихқа шолу жасайтын болсақ, ең алғашқы бұл қазақ ағылшын тілдерін салыстыра оқыту. Салыстыра дегенде ағылшын тіліне алғанда compare, компаративистік компаративизм бағытында алған алғашқы еңбек ғалымдарды шетелдік ғалымдардан алатынымызды байқаймыз. Мысалы, солардың ішіндегісі Гердер Германияда салыстырмалы бағытты кеңінен паш етіп өзінің еңбектерінде атап көрсетеді. Ал Ұлыбританияда Джонатан Денлопа, сол ғалым, ол компаративистік бағытты бастау алып, құнды еңбектер қалдырғанын байқаймыз. Әрине, бұл 1859 жылда бастау алады. Сол белгілі бір тілді өзге тілмен салыстыра отырып, оның ішкі функционалдық қызметтерін, негізгі лексикалық мағыналарын және басқа да негізгі өзекті мәселелерін салыстыра отырып талқылап, айырмашылығын ашып көрсету арқылы дәлелдеген болатын. Әрине, байқағандарыңыздай, ол алғашқы неміс және ағылшын тілдері болатын. Дәл сол секілді компаративистік, яғни әдіс 19 ғасырдың соңғы жылдарынан, мынау Ресей дәуірі деп жатамыз, сол Веселовскийдің зерттеулерінен белгілі болды. Әрине, бұл бәрімізге белгілі, білеміз, алғашқы жаңалық, ғылыми жаңалық Европада кеңінен өріс алып, үлкен жетістіктерге жетіп, кейіннен ол мынау совет дәуіріне өтіп, кейін әрине қазақ даласына, қазақ тіліне де еніп жатқанын байқаймыз. Еске түсіріп кетейікші, мәселен, мысалы, біздер Кеңес одағы тұсында қазақ мектебінде оқыған балалар ағылшын тілін қай тілде оқыдық? Өте керемет сұрақ. Әрине, орыс тілінде. Мәселенің мәнісі, Қазақстанда ағылшын тілі ұзақ жылдар бойы қазақ тілінде оқытылмай, орыс тілінде оқытылуына байланысты болып отыр. Ауылдық жер немесе қалада орналасқанына қарамастан, кез келген қазақ мектебінде ағылшын тілі мен ана тілінде оқытылмады. Міне, ең негізгі өзектің бірі осында деп түртіп айтып кеткім келіп отыр. Мектеп оқушысы әрі орыс тілін игермей тұрып, орыс тілінде ағылшын тілін оқуды бастайтын. Яғни ана тілінде, яғни қазақ тілінде шетел тілін оқыту деген сирек құбылыс еді. Мысалы, біздің практикамызда қазақ тілін бір ғана ағылшын тілінің оқулығы бар болатын байқаймыз. Ол сол ағылшын тілі авторы Қалиев, Мальцев, Очаковская мектеп баспасынан 81 жылғы оқулықтардан байқап түртіп алуымызға болады. Дәл сондай жағдай мектепте ғана емес, сонымен қатар жоғары оқу орындарда болғанын байқаймыз. Бірақ та 20 ғасырдың 80-90 жылдары жағдай өзгере бастады. Қазақ мектептері жаппай ашыла бастады. Әсіресе өңірлер мен ірі қалалар қазақ тілді мектептердің саны артты. Бұнымен мен не айтқым келіп отыр? Яғни 2006 жылы қателеспесем, елбасымыз бекітіп өткенде үш тұғырлық, үш тілде, яғни өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінде, екінші ресми ісқағаз тілі ретінде орыс тілі, үшінші ағылшын тілін бекіткен болатынбыз. Әрине, ағылшын тілі ол болашақтың тілі, жаңа заманның, жаңа дәуірдің даму сатысында қолданысты жиі болатын, әлемдік аренада қолданатын байланыс құралы ағылшын тілі екенін айдан анық айта аламыз. Енді келесі және ағылшын тілдерінде мысалы оқытудың сіздерге бір өзімнің жеке тәжірибемде болған жағдайды айтайын. Көптеген оқушылар бакалавр тұста болған кезде де, яғни жұмыс барысында да сұрап жатады. Біз оқушылар 11 жыл оқып, ағылшын және қазақ тілін салыстыра оқытқанның өзінде де біз жетік меңгереміз, бірақ алдағы қысқа уақыттың ішінде тез ұмытылып қалады. Оның себебі неде? Неге біз ағылшын тілдерін, неге шет елдер, мысалы Үндістан болсын, Европа болсын, Америка, Қытай, Жапон елдерінде ағылшын тілін мектеп қабырғасынан керемет оқып, бекітіліп, саналарына сіңісіп қалады. Және олардың сол тілді, өздері, мысалы Жапон мемлекеті өздерінің жапон тілін ағылшын тілімен салыстыра оқытып, өздерінің саналарына сіңіріп алады. Ал біз қазақ тілімен салыстыра оқыта келіп, неге біз естен шығып кетеді деп айтып жатады. Бұның өзекті мәселелеріне қарап айтатын болсақ, көптеген факторлар бар. Мысалы, Балмира ханымның айтып өткен баяндамасында түртіп өткендей көптеген ахуалдары бар. Ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен сондай
туындап жатады. Енді мынау келесі слайдқа өтсек, осы қазақ және ағылшын тілдерін салыстыра оқыту comprehensible input деген әдіс қазіргі таңда өте жиі қолданыс табуда. Шетел тілін үйретуде оқытып отырған тілдің сол ортадағы қолдану жағдайы мен шарттарын ескерген жөн. Тілді меңгерту үшін мұғалімнің шеберлігі мен біліктілігі қажет. Сондай-ақ грамматикалық материалдарды түсіндіруде оқушылардың ана тілдерімен салыстыра отырып енгізуді, олардың өзара байланысын тиімді пайдаланғаны дұрыс. Ал енді қазақ және ағылшын тілдеріне әуелі мысалдармен келтіріп сіздерге түсіндіріп берсем, әуелі фонетикаға назар аударайық. Дауысты дыбыстар бойынша ағылшын және қазақ тілдерінде бәлендей айырмашылық жоқ. Қазақ тілінде олар 11 болып жатса, ал ағылшын тілде дифтонгтарды қоспағанда 12 және олардың көпшілігі айтылуы бойынша тиі екен. Бірақ артикуляцияда аздаған айырмашылықты көруге болады. Мысалы, қазақ тілінде жаңа сөздер мен сөздердің әртүрлі нысандары түбірге қосылу, яғни жұрнақтар мен жалғаулар арқылы жасалуын әрине біз байқаймыз. Алайда ағылшын тіліне келсек, ағылшын тілінде сөз жасаудың осындай тәсілі инфинитивпен оған ing жалғауын қосу арқылы еңіктік деп айтып жатамыз. Дәл осы аталатын нысандағы ағылшын тілінің ең жиі қолданылатын нысаны пайда болады. Бұл жерде, яғни инфинитивке жалғанған, мысалы, мына жалғауларды қарайық. ER немесе кейде OR жұрнағы көп жағдайда іс әрекетті жасауды білдіреді. Мысалы, мыналарда тізіп оқып шықсақ болады. To read, to reader, яғни оқу, оқырман. To write, writer, жазу, жазушы. To work, worker, жұмыс, жұмысшы. Және тағы да басқа сол секілді көптеген мысалдарды келтіруге болады. Байқап қарап отырғандарыңыздай, расымен де ағылшын тілін қазақ тілімен салыстыра оқыту аса қатты айырмашылығы жоқ. Әрине айырмашылықтары бар, оны сіздерге қазір ашып түсіндіріп айтатын боламын. Мен бірінші Микрофондарыңызды өшіріп сұраймын. сөйлесем. Жақсы. Сөзге жаңа лексикалық мән беретін жұрнақ қазақ тілінде ең жиі таралған сөз жасайтын аффикс болып табылады. Ол сөз жасамды оңай байқалады. Мысалы, ш, жұмыс, жұмысшы, оқу, оқушы, жазу, жазушы. Және тағы да басқа мысалдарды атап, айтып көрсетуге болады. Келесі слайдқа өтсек. Ал енді грамматикалық тұрғыдан алып қазақ және ағылшын тілдерін салыстыра оқытуын қарап шықсақ. Ағылшын тілінде, мысалы, біршама шақ формаларын көрсеттік және оң жақта қарап отырғаныңыздай қазақ тілінде берілген. Present simple қазақ тілінде ауыспалы осы шақ. Мысалы, I go to school, мен мектепке барамын. Бұл жерде go кетістігі барамын, яғни сол салыстырмалы тұрғыда алып қарайтынды байқаймыз. I бастауыш, мектепке, to school байқап отырмыз. Дәл сол секілді шақ категориялары қазақ тілімен аса қатты айырмашылықты байқамаймыз. Past simple, мысалы, бұл ауыспалы өткен шақ. I went to school, мен мектепке бардым. Әрине, мынау қарап отырғандарыңыздай past simple'да етістіктің формасы міндетті түрде ауысады. Ағылшын тілінде етістік формасына келетін болсақ, олар 3 категорияда беріледі. Негізі көбісі, басым бөлігі мектеп қабырғасында, жоғарғы білім ордасында етістік формаларын жиі шатастырып жатады. Негізі 2 етістіктің формалығы болады. Біріншісі ол дұрыс және бұрыс, ал енді екінші ол шаққа бөліп қарастыратын етістік формасын ол модальды етістіктер. Модальды етістіктер ол жайында әрине міндетті түрде тоқталып өтемін. Go етістігі, яғни ол бұрыс болса, went, яғни бұл өткен шақтың формасына өзінің ауысатын байқаймыз. Present continuous, нақ осы шақ. I am going to school, мен мектепке бара жатырмын. Бұл жерде байқап отырғандарыңыздай, go етістігіне жаңа мен айтып өткендей ing инфинитивтік жалғау арқылы етістіктің формасын көрсетіп отыр. I am бұл жерде мен, going to school, яғни мектепке бара жатырмын. Нақ осы шақ мектепке бағытталып жатқанды көрсетіп айқындап беріп тұр. Past perfect, бұл жерде бұрынғы өткен шақ.
бұрынғы өткен шақтың формасы байқап отырғандарыңыздай had формасымен қолданылады. Бұл бұрынғы өткен шақтың формасын көрсетеді. Ал қазақ тілінде бұл ған кен арқылы атап айтатынымызды байқаймыз. Етістік сол жаңағы форманың үшінші формасына ауысып жатқанын байқаймыз. I had gone to school. Мен мектепке барғанмын. Міне қарап отырғандарыңыздар айналдырған 4 шақты атап көрсетуге болады. Қатты аса бір үлкен айырмашылық бар деп айта алмаймын. Әрине, ағылшын тілі қазақ тілімен салыстыра оқыту барысында негізгі тиімді тұстарын атап өткім келеді. Ағылшын тілін қазақ тілімен салыстыра оқыту барысында сіздер тек қана ағылшын тілін меңгеріп қана қоймай, қазақ тілінің басқа да қыр-сырларымен айырмашылығын ашып, қолданыс аясында байқауларыңызға болады. Келесі слайдқа өтсек, рұқсат болса. Ал енді мынау суретте көрсетілгендей, мынау қазіргі айтып отқан заманауи, қазіргі таңда өте өзекті қолданыс табатын comprehensible input. Яғни бұл жерде сөздің түпкі мағынасына келетін болсақ, comprehensible input compare деген сөзден шыққан, бірақ comprehensible деген толыққанды салыстыруға келетін формалардың айырмашылығын, аражігін ашып көрсететін тәсіл. Input деп отырғанымыз адамның ішкі ой түйсігі. Кез келген тұлға болсын, адамзат болсын, мынау тілдік салыстырмалы оқу барысында психологиялық дайындау болады. Әрине ағылшын тілін қазіргі таңда көбісі белгілі бір мақсатта оқып жатады, оқу орынға түсу үшін, немесе ауызекі сөйлеу, саяхаттау үшін біліп сұрастырып жатады. Кейде менен жиі сұрап жатады оқушылар, студенттер, расымен де осы ағылшын тілін қазақ тілімен салыстыра оқытуда меңгеру тиімді ме? Менің айтқым келетіні әрине тиімді. Себебі көп студенттеріміз қатеге бой алдырып жатады. Ағылшын тілінде құрысын 42 грамматика бар екен. Оның ішінде әрбір шағы бар, модальдық етістігі бар, формалары бар дейді. Бірақ мынау айтып отырылған comprehensible input соның аражігін ашып, оңай әрі тез жетілдіріп алуын көрсетеді. Мынау суретте көрсетіліп отырғандары current level of language proficiencies, of course. And ортада көріп тұрғаныңызда comprehensible input және жоғары сатыдағы too challenging. Comprehensible input сол әдіс, яғни current level, сіздің ағылшын тіліңіздің дәрежесін too challenging мен байланыстыра отырып, бір тіл мен екінші тілді салыстыра отырып, оңай әрі тез меңгеріп алуын атап айтып көрсетеді. Оған мысалы бағана атап айтып өттім, шақтар жақсы, оңай екен, салыстырып меңгеруге болады. ER жұрнақтарын, жалғауларын жалғау арқылы түсіністік беріп отыр. Ал енді модальдік етістілік бар. Ағылшын тілінің фразеологизмдері бар, ағылшын тілінің идиомалары бар. Бұл тәсіл арқылы соларды меңгеріп алуға жетілдіруге бола ма? Әрине, міндетті түрде болады. Расымен де мынау сол совет дәуірі кезінде бізге қиын туды. Басым бөлігі ойлайды, ағылшын тілін орыс тілі арқылы келіп оқыған дұрыс дейді. Жоқ, ол олай емес. Керісінше біздің бейсанамызға ол алдымен қазақ тілінде ойлауды талап етеді. Одан кенеттен барып орыс тіліне ауысуға қиындықты тудырады. Орыс тіліне шоғырланып қалған ақпарат көзін ағылшын тіліне біз аударып сөйлеуге үлкен кедергі береді. Соның салдарынан басым бөлігі қазіргі таңда ағылшын тілін еркін сөйлеп кету, немесе мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін тез ұмытылып кетуінің салдары бірі осы. Соның себептерінен басым студенттер кейін тағы да білім орталықтарына жүгініп, тағы да уақыттарын кетіріп оқуға мәжбүр болып жатады. Ал енді келесі слайдқа өтсек, comprehensible input қарап отырғандарыңыздай соның бірде-бір мысалдарын атап оқып сіздерге айырмашылығын көрсеткім келеді. All talk, no action. Action speak louder than words. Көп сөз көмір, аз сөз алтын дейді. Дәл осы идиомаларды жеке-жеке аударып, мән мағынасын келістіріп салыстыра түрде оқуға болады. All talk, no action дейді. Барлығы сөйлей алады дейді. Бірақ нәтижесіз, яғни әрекет жасамайды. Action speak louder than words.
яғни іс әрекетіміз біздің сөзімізге қарағанда әлде қайда әрекетті, нәтижелі дейді. Көп сөз көмір, ал аз сөз алтын дегені осыдан туындап тұр. Better late than never дейді. Бұл жерде ештен кеш жақсы. Яғни тікелей аударма would be better than the never. Қарап отырғандарыңыздай дәл тікелей аударма салыстырмалы тұрғыда беріліп отыр. There is no smoke without fire. Яғни жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Бұл жерде there is no smoke without fire деп отырған smoke түтін болмаса әрине отты тұтанбайды. Дұрыс айтасыз. Дәл солай, сол жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дегенге келтіре аламыз. East or west, home is the best. Отан оттандастық. Батыс болсын, мейлі шығыс болсын, өз елім, өз өрен төсегім. Яғни отан оттандастық деген ұғымға лексикалық мағынаға беріп тұр. What is done cannot be undone. Бұл жерде яғни айтылған сөз, атылған оқ дейді. Яғни done деп отырғанымыз істелген іс ақпарат көзін көрсетіп отыр. Be undone деп отырған, яғни істелген істелді, болды, яғни айтылған сөз, атылған оқ екенін атап көрсетіп отыр. No gain without pain. Тірліксіз бірлік жоқ. Яғни еңбек етпесең, нәтижесі әрине міндетті түрде болмайды деген мағынада көрсетіліп беріліп отыр. Two heads are better than one. Бір бастан екі бас артық. Өздеріңіз құрметті әріптестер тыңдармандар түсініп отырғандарыңыздай тікелей аударма. There is no place like home. Өз үйім, өлең төсегім дейді. Бұнда өздеріңіз түсініп отырсыздар. Әрине, no place, әлемде жер жоқ дейді. Өзімнің үйіме жетпейді деген тұрғыда түсініп беріп отыр. To kill two birds with one stone дейді. Бір оқпен екі қоянды ату. Әрине бізде айтып жатады, білесіздер, бір оқпен екі қоянды атады дейді. Ал ағылшын тілінде қоянды құспен алмастырып отыр. Яғни бізде оқ деп айтса, ағылшын тілдерінде stone, тасты меңзеп айтып отырғанын қараймыз. Міне осымен көз жеткізуге болады, ағылшын тілінде comprehensible input, салыстырмалы тұрғыда ағылшын тілін және қазақ тілдерін оқытудың еште бір қиындығы жоқ, керісінше оны тез әрі жылдам меңгеріп, және өз жадымызға, өз түйсігімізге сақтап біліп алу арқылы біз өз білімімізді жетілдіре алатынымызды көрсетеміз. Тағы да бір қазір есіме түсіп отыр, айта кетейін, идиома comprehensible input бойынша бүгінгі семинар тренинг басында Айнұр ханым атап өткендей, ит өлген жер, мысалы әрине, бұның қандай бір comprehensible input әдісі арқылы қазақ және ағылшын тілінде түсінік қалыптастыруға болады. Ағылшын тілінде far away деп айтады. Far away. Far алыс, far away. Мүлдем шет, яғни алыс, кең, байтақ жерде мағынасын білдіреді. Яғни ит өлген жер десе, мысалы қазақ тілінде ит өлген жер қалай сонда? Ит өлген жер ме, әлде қандай мағына береді деген бастапқыда оқығанда түсінік қалыптаспайды. Ал егер ағылшын тілі арқылы келетін болсақ, алыс, яғни маңды жерді білдіретін байқаймыз. Міне сол секілді. Ал енді қорытындылай келе айтатын болсақ, сол ағылшын және мынау қазақ тілдерін салыстыра оқыту қазіргі 21-ші ғасырда өте өзекті және жоғары дәрежеде талданып, жоғарғы білім ордаларында өте кеңінен қолданыс табуда. Оған мысалы бүгін әріптестерім айтып өткендей, Балмира ханым, Әлия ханым және Айнұр ханым айтып өткендей, неше түрлі методика, әдіс тәсілдерді қолдану бар. Deal деп айтып жатқан jigsaw деген секілді. Соның бәрі қарап отырғанымыздай үлкен нәтиже беріп жатқанын түсінеміз. Алғыс зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Бәрекелді, Дидар Уәлиханұлы, ағылшын және қазақ тілдерін салыстыра оқыту туралы жақсы ақпарат бердіңіз. Әсіресе жаңағы шақ формаларын келтіргеніңіз ұнады. Болашақта да біздің оқытушылар, біздің мұғалімдер осы бағытта егер жұмыс істейтін болса, көп жақсы нәтижелерге қол жеткізу мүмкін ғой деп ойлаймыз. Құрметті әріптестер, құрметті мұғалімдер, біздің негізгі сіздерге бүгінгі арнаған дәрісіміз осымен ептеп аяқталып келе жатыр. Енді өздеріңіздің қояр сұрақтарыңыз болса, біздің
спикерлерге қоятын сұрақтарыңыз болса, немесе айтатын пікірлеріңіз болса, бізде уақыт бар. Сіздерге мүмкіндік береміз. Мархабат. Саламатсыздар ма? Есалиева Маржан, Тараз қаласы 35-ші мектептен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Сұрақ емес, сіздерге тілек, шығармашылық табыс тілеймін. Өте қызықты, өте пайдалы семинар болды біз үшін. Рахмет. Өзіңізге де көп рахмет. Кеше де келіп, бүгін де уақытыңызды қиып, біздің семинарымызды тыңдап отыр. Көп рахмет. Өздеріңіз сияқты ұстаздар барда, ел барда қазақ тілі мәңгілік жасай береді ғой деп ойлаймыз. Құрметті Рахмет. әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Құрметті ұстаздар. Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы нөмір 4-ші Балжан Бөлтіркова атындағы маман. Кешегі және бүгінгі семинарға қатысу нәтижесінде өзім үшін жас маман ретінде көптеген ақпараттарды, өте құнды ақпараттарды алдым. Сіздердің жұмыстарыңызға тек қана табыс тілеймін. Әрқашанда еңбектеріңіз жемісті болсын. Көптен көп рахмет. рахмет Сымбат. Сізге де сәттілік тілейміз. Істеп жатқаныңыз ұлтқа қызмет етіп жатырсыздар. Құрметті осында қатысып отырған мұғалімдер, сіздер ең басты қызметіңіз, сіздердің жасап отқан еңбектеріңіз бұл жай нәрсе емес. Математиктеріміз бар, физиктеріміз бар, химиктеріміз бар. Олар әлемдік ғылымды қазақ баласына үйретіп жатыр. Әлемдік ғылымды бүгін әлеуметтік желі арқылы да кез келген жоғары оқу орнының немесе кез келген мектептің сайтына кіру арқылы да бүгінгі балалар ақпарат ала алатыны түсінікті. Ал қазақ тілі пәнінің мұғалімдерінің ерекшелігі, сіздер қазақтың дәстүрін, салтын, қазақтың ұлттық құндылықтарын баланың көкірегіне құйып жатырсыздар. Яғни сіздер қазақ баласының көкірек көзін ашып жатырсыздар. Білім беру бір басқа, ал енді оның жанына сәуле түсіру, ардың, иманның жолын көрсету, бұл сіздердің бүгінгі істеп жатқан үлкен істеріңіз. Сондықтан да өздеріңізге тағы да табыс тілейміз. Амандық, саулықта жүздесуге жаза берсін. Өздеріңіз бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Қазақстан Республикасындағы қазақ тілі мен әдебиетін оқытатын оқытушылардың, мұғалімдердің халықаралық бірлестігі ұйымдастырып отырған осындай үлкен семинарға куә болып отырсыздар. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп жүрген бүгінгі жердегі мұғалімдер біздің бірлестікпен хабарласыңыздар, біздің бірлестігімізге мүше болып кіріңіздер. Бүгінгі семинар, тренинг осымен аяқталып келе жатыр. Құрметті әріптестер, егер айтарыңыз болмаса, осымен біз бүгінгі жұмысымызды аяқтаймыз. Тағы да айтамын, пікір айтамын деген азаматтар болса, 1-2 минут уақытымыз бар. Жақсы, құрметті мұғалімдер, тағы да алтын уақыттарыңызды бөліп семинар тренингімізге қатыстыңыздар. Көп мәселелер түйінді мәселелер айтылды деп есептейміз. Әл-Фараби университетінің әлі де өздеріңізге айтары бар, таусылмақ емес. Осымен бүгінгі тренингімізді жабықтап жариялаймыз. Көп рахмет сіздерге. Амандықта, саулықта болыңыздар.